Қабдеш Жұмаділов «Тағдыр» 4-ші бөлімнің жалғасы. Ел жайлаудан түсіп, күзекке келіп қонғанына да бірталай уақыт болған. Шөп сарғайып, ши шашағы, селеу басы қуаң тартып, айнала төңірек сұрғылт сары түске еніпті. Аспан айдынындағы ұзақ сапарын қысқарта түскен күн көзі де қазір қайырлаған кемедей қиыстау жүзетін болған. Дала төсінде бұрынғыдай шегіртке шырылдамайды, көбелек ұшпайды. Ертеден кешке дейін жағы бір сенбейтін әнші торғайлар да жыр төгуін тоқтатқан. Көк жүзінде тек қайтқан қаздар мен тырналар тізбегі ғана үн салып өтеді. Құстардың қоштасу әні адам жүрегін сағынышты мұңға толтырып, жаз жәрмеңкесінің тарағанын, шуақты жылы күндердің артта қалғанын еске салғандай. Бұл күндері Демежан аулы өз қыстауларына таяу келіп, боздақтағы күзек жұртында отырғанды. Ұлы сәске кезінде бір топ салт атты сол ауылдан шығып, көз ұшында қалың талы бұлдырап көрініп тұрған Зәйімкеге қарай бет алды. Қазір Демежан қасында өгей елі Олжабай мен шабарманы Рахымнан басқа толып жатқан бала серіктері бар. Олар 10 жасар ұлы Назарбек, биыл 7-ге толған кішкентай қызы Назым және соларға ілесе шыққан көрші қолаңның балалары. Бүгін жас бүлдіршіндер мойындарына әртүрлі матадан, киізден тігілген қалта сумкаларын асып, қағаз қарындаштарын алып, бірінші рет мектепке бара жатыр. Түр тұлғасы әкесіне келетін мелжемді бойшаң Назарбек астындағы қаражал құлақ-құнанын жайтан қаққызып, мына шұбырынды жұрттың жүрісіне іші пысқандай, кейде топтың алдына түсіп, озыңқырап кетеді. Бипі апасы бойына шақ етіп тігіп берген шибарқыт бешпент шалбары мен көк торғынмен тысталған елтірі тымағы оны баладан гөрі жас өспірім бозбалаға ұқсатады. Ал басында кішкентай үкілі бөркі бар, қызыл қатипа камзолының екі өңірінде күміс түймелер үймелеген ақ үрпік қыз Назымды жүрісі сағыз, жуас аттардың біріне мінгізген екен. Қазір астындағы атын үст-үстіне қамшылап, балалардың соңында қалып қойғанына қорланып келеді. «Көке, ана Назарбекті қараңызшы, ол мені ылғида өстіп, артқа тастап кетеді», деді әкесіне шағынғандай. «Мейлі, олар әзірше оза тұрсын. Ал мектепте сабақ оқығанда сен бәрінің алдына түсесің», деп Демежан қызын жұбатып қояды. Құрылысы былтыр басталған 2 кластық мектеп үйі биыл жазда зорға біткенді. Өткен жылы медресе бітірген бір жас мұғалімді осында көшіріп әкелгеніне де біраз уақыт болған жоқ. Сабақ басталатын кез өтіп барады. Демежанның өзі Төртуыл мен Мәмбет арасындағы қыстаулық жер дауымен жақында барлыққа кетіп, сол жақта 10-15 күн айналып қалды да, жас мұғалім Ғазиз бұл келгенше өздігінен сабақ бастай алмай, тықыршып күтіп отыр екен. Содан кешеден бері маңайдағы балалардың басын құрап, сол мектепті ашып беру үшін бүгін ауылдан әдейі шыққан беті еді. Ол оқта-текте мойын созып, балалардың ала-шабыр тобына қарайды. Бұлардың жас мөлшері, киім реті, мінген көліктері де әрғилы. Кейбіреулері тай құнанға, жуас, мінгі өгіздерге екі-екіден мінгесіп алыпты. Көпшілігі өз ауылындағы малшы-жалшының күстабан, қара сирақ балалары. Бірақ бүгін бәрінің де жүзінде бір алабұртқан қуаныш бар. Бұл өңірде мектепке бару, қолға қағаз қарындаш ұстау деген әлі ешкім естіп білмеген жаңалық. Сол жұмбақ ғажайыптың есігін ашып, ішіне кіріп көргенше тағат таппай асығып келе жатқандары байқалады. Осынау сұрғылт тартқан, күзгі қуаң далада гүлдей құлпырған балалардың мына кескіні бір оқшау, жасыл аралдай әсер етіп, жүдеу көңілге жылу құйғандай болады. Бұлар келгенде Зәйімкенің шет жағындағы, іші сырты әппақ шағаладай мектеп үйінің алдында үлкен кішісі аралас көп адам күтіп тұр екен. Қазір Демежан Қарағашы аталып кеткен бұл ауылда да 15-20 түтіннің басы құралып қалған. Бәрі де қысы-жазы ешқайда көшпей, осында отыратын егінші, шөпші жатақтар. Бұлар да оқу жасындағы балаларының тілін сындырмақ болып, осы мектептің ашылуын күтіп жүрген. Мұғалім Ғазиз балаларды бойына қарай сапқа тұрғызып, есебін алып жатыр екен. Оларға енді ауылдан келгендер қосылып, айнала мәре-сәре шуға толып кетті. Кішкентайлары әке-шешелерінің етегіне оралып айырылар емес. Қағылез жас мұғалім қозы бөлгендей зыр жүгіріп, балаларды үлкендерден зорға ажыратып алды. «Санадың ба? Бүгін қанша бала келіпті?» деді Демежан Ғазиздің қасына жақындап. «Әзірше 32. Бала көбейіп кетсе, түбі 2 класқа бөлетін шығармыз». «Бөлмең жетеді.
Оған неге қысылып тұрсың? Орын жетеді-ау. Онда маған көмекші керек қой, Демежан аға. Мен 2 классқа қалай жетсем? Көмекшіні өзің тап. Тіпті болмаса, саған биылша Әбдірасылды қосармыз, деді Демежан. Алдымен оқуды бір бастап алайықшы. Қалғаны толыға жатар. Не істейміз? Бастаймыз ба, Демежан аға? Әрине, бүгін сәрсенбінің сәті. Қадамдарың құтты болсын. Ғазиз мұғалім балаларды шұбыртып ішке енгізіп әкетті. Диқанбай мен Ұлбосын бүгін мектепке 2 бірдей немересін әкеліп тұр екен. Қарттардың қуаныштары қойнына сияр емес. Диқанбай кәдімгідей көзіне жас алып: айналайын Демежан-ай, ұзақ жыл еліңнің аузын ақ нанға тигізем деп әлекке түсіп ең. Бүгін міне, қараңғы халқыңның ортасына әкеліп, өз қолыңмен шырақ жаққандай болдың-ау. Осы қадіріңді де білмес бекен бұл ағайын жұртың, деп қуаныштан жылап жіберіп еді. Демежан да іштей толқып тұрғанды. Қарттың сөзіне мерейлене күлді. Әттең Дықай, сен екеуміз қай еңбегімізге қарымта дәметіп едік. Ағайыннан қайтпаса ұрпағынан қайтар. Әйтеуір бір дән болса да осы елге себе берейік те. Балалар орналасып болдау деген мезетте Демежан Диқанбай бастатқан біраз үлкендер ішке кірді. Бұл іші сырты тап тинақтай әктелген, ерсілі-қарсылы 2 бөлмелі еңселі үй еді. Терезелері самаладай жарық, қарсы алдында қара тақтасы, отыратын партасы бар. Парталары әлі сырланбаған, осындағы ағашшылардың қолынан шыққан сәл дөрекілеу. Әйтсе де алғашқы қадам үшін жарап тұр. Балалар бойларына қарай әзірше бір бөлмеде зорға сыйып отыр. Ең алдыңғы қатардың бірінен өзінің қызы Назымды көргенде Демежанның көзіне жас үйірілді. Не үшін екен? Кейінгі кезде жоқтан өзгеге көңілі босайтын болып жүр. Сонысын сездіргісі келмей балаларға қағаз қарындаш таратып жүрген Ғазиз мұғалімге бұрылды да: ал, іске сәт, мектептерің құтты болсын айналайындар, жақсы оқыңдар. Өздерің үшін де, бір кезде әліпті таяқ деп білмей, қара танымай қалған әке-шеше зәузаттарың үшін де оқыңдар. Талаптарыңа нұр жаусын. Менің кішкентай бүлдіршіндерім деп Назымның маңдайынан ескеді де тез бұрылып шығып кетті. Далаға шыққан соң Диқанбай екеуі қырманға қарай бет алған. Онда жұмыс қызып жатыр. Тік астықты әлдеқашан орып, қырманға тасып алыпты. Ауа райы осылай ашық боп тұрса, енді біраз күнде астық бастыруды аяқтап қалатын түрі бар. Өнім мөлшерін сұрағанда Диқанбайдың жауабы да сенімді шықты. Биылғы астық түсімі жаман емес. Тұқым басына алды 25-тен, арты 20-дан айналып жатыр, деді ол саспай сөйлейтін әдетімен. Одан арғысын Демежан да қазбалап сұрамады. Диқанбайға ақыл үйрететін емес. Ұзақ жыл дәмдес боп келе жатқан қарттың адалдығына сенеді. Қайта алынған өнімді қалай орналастыру жайын Диқанбайдың өзі сөз етіп келе жатыр. Келер жылдың тұқымы мен жыл бойы жететін азықтық астықты қоймаға құйып алғанбыз. Енді бір бөлігін сабанға бөлеп, ұраға көміп тастадық, деді ол қырманның бір шетінде тау боп жатқан дән үймегінің қасына келгенде. Қалған өнімді не істейтінімізді өзіңмен ақылдасайын деп едім. Біразын сатып, ақшаға айналдырамыз ба? Әлде бұл астықты да ерте жарықта ұралап тастағанымыз жөн бе? Сіз әлі өкіметке ләң төкпейтін бедіңіз, деді Демежан оның бетіне қарап. Оның жарасы жеңіл ғой. Оны мына бастырып жатқан астықтан-ақ төкпейміз бе? Деді басқарушы арқасын кеңге салып. 2 қос егінге түсетін салық 60 пұттан аса қоймас. Ендеше мына астықтың жартысын базарға апарып сат та, қалғанын ұраға көміп таста, деді Демежан. Алдағы қыстың қалай боларын кім білген? Бұл ел ашықпай, жұтқа ұшырамай жүре ме? Сондай қиын қыстау күндерде бір қажетімізге жарар. Диқанбай көп сөзге жоқ адам. Құп алғанын білдіріп, басын изеді де қойды. Баяғы Ақшоқыдан көшіп келетін диқандар әулеті Демежанға құт болып қонғаны анық. Бұлар барда ештемеге алаңдамайды. Егіні орылып, шөбі шабылып, бар шаруасы дөңгеленіп жүріп жатады. Бұл елге жаңа кәсіптің үлгісін шашып, көшпенді қауымға егіншіліктің қыр-сырын үйретуші де осы диқанбайлар. Сондықтан Демежан осы бір үндемейтін бір тоға қарттың алдында өзін үнемі қарыздар сезінуші еді. Бүгін әлде бір ой түсіп, жақсы көршісімен ашылып бір сөйлескісі келді. Осы сізбен біздің дәмдес болғанымызға неше жыл болды, Дықа? 20 жылдан асты ғой, оны неге сұрадың? Қарт диқан таңданып тұр. Солай екен-ау, өтіп бара жатқан заман.
Сірә бір-бірімізге сәтті күні кездескен шығармыз. Содан бері шәй десіп, түс шыртысқан жеріміз жоқ. Басқалар сияқты есеп-қисапқа да барыспаппыз. Егіннің иесі өзіңіз болдыңыз да, сіз өсірген дайын нанды жеп жүре беріппіз. Дегенмен айтыңызшы, маған еңбегіңіз, есеңіз кетіп жүрген жоқ па? Қалауың, сұрауың бар шығар. Алдымызда әлдеқандай күндер тұр, мойныма қарыз болмасын дегенді. Диқанбай мұндайды күтпесе керек, қатты сасып, абыржып қалды. Апырай, Демежан шырағым-ай, мұндай сөзді неге айтып тұрсың маған? Әлде бұл қарттың өлер шағы жақындады деп арыздасқаның ба? Дегенде үні қарлығып, бурыл сақалы дірілдеп кетті. Егер олай ойласаң, осы бастан айтып қояйын. Саған екі дүниеде мен разы. Қысылғанда қолтығыңа алып паналатқаннан басқа, сенен зәреде зәбір көрсем не дейсің? Келімсек, кірме дегізіп, ешкімге көстірткі қылған жерің жоқ. Енді міне, ішкеніміз алдымызда, ішпегеніміз артымызда. Бізден бай, бізден тоқ ауыл бар ма бұл өңірде? Ұзақ жыл ақ даныңды сапыртып, қоймаңның кілтін ұстатқанда менен бір есеп алып көрдің бекенсің? Айрандай аптап, күбідей пісіп жүргенім қайда ең байлықтың ортасында? Ас ұстағанның азабы қатты дейді. Қайта ала жібіңді аттаған жерім болса, сен кеш мен бейбақты. Жақсылығың менен қайтпаса, баламның баласына тапсырып кетермін, деп әншейінде сөзге сараң Диқанбай қатты күңіреніп, жыларман күйге жеткен. Ақыры ойда жоқта шыққан әңгімені Демежанның өзі зорға басқандай болды. Жарайды ақсақал, көңіліңізге ауыр алмаңыз. Кәрі өлеме, жас өлеме, оны кім білген? Менікі жай сөз сұрағысы ретінде айтылған бір сыр ғой деп қартты құшақтап көңілдене күлді. Дегенмен кісінің алдынан өтіп арылған деген жақсы ғой. Менің де көңілім жайланып қалды. Бал ұстаған бармағын жалайды дейді. Егер әлдеқандай мұқтажың болса қысылмай, базарға астық сатып, үй ішігінің керек жарағын бүтіндеп ал. Шалқар түстің кезі. Қырманда жұмыс қыза түсіпті. Дәл ортаға үйілген бидай маясын пар ат жеккен алып шаңтаз зыр қағып айналып жүр. Ұзын делбенің бір ұшын қолына ұстаған жас жігіт ортада тұрып, анда-санда ұзын шұбыртқысын шырылдата сермеп қояды. Қырманның шетінде әлі мұрты бұзылмаған әлденеше астық маялары тұр. Диқанбай тыныш тұра алмайтын әдетімен қолына айыр алып шаруаға араласып кетті де, Демежан бір шетте күзем жүніндей көпсіп жатқан сабан үймегінің үстіне барып жантайды. Ой, рахат-ай, ағылпа сабан, бұлқылдаған мамық төсектей. Танауыңа күн иісі, дән иісі келеді. Сол арада дүңкілдеген шаң тастың үнін тыңдап, Демежан көзін жұмған күйі ұзақ жатты. Сонау бір жылдардағы алғашқы қырманды есіне алған. Ол кезде астық бастырып, қырман қызылдау дегеніңіз көшпенділер үшін ертегідей қызық көрінуші еді. Қазір бұл кәсіп те таңсық болудан қалып, ел тұрмысына дендеп еніп барады. Бұрынғыдай емес, қап сүйретіп, кеусен сұраушылар да азайыпты. Бұл күндері Абдыра мен Қарынгүрден алынған жаңа тоған бастарында осындай әлденеше қырманның қызып жатқаны сөзсіз. Биыл бөкелердің астығы қалай екен? Диқанбайдан сұрау керек еді. Бір мезетте қасына келген біреудің тықырын естіп, көзін ашып алды. Өзінің бағбаны Жаң Шуле екен келіп тұрған. Байғұста өң түс қалмай, әлденеге қатты абыржып тұрғаны байқалады. Бұған қайта-қайта иіліп тоңқаңдап тәжім етті де. Лауя, сіз осында екенсіз ғой, мен сізді іздеп ауылға барғалы тұр едім, деді әлдекім естіп қалама дегендей жан-жағына алақтай қарап. Я, не боп қалды? Демежан әлденеден секем алғандай орнынан көтеріле берген. Жағдай қиын, Лауя, жүріңіз, оңаша шығып сөйлесейік. Бұлар қырманның сыртын айналып, әлі бастырылмаған арпа маясының далдасына келіп тоқтады. Хал жаман, Лауя, ой, қандай жаман, деді жаңағы сөзін қайталап. Біз ойда жоқта өкіметтен қуын көріп жатырмыз. Әнеугүні Гуанжуйге апарып, өзімді бір тергеп еді, кеше қалада інімді ұстап апарып дүреге шығыпты. Я, мынау қызық екен. Сонда не кінә қояды сендерге деп Демежан оның бетіне таңырқай қарады. Бұл жеке бізге келген пәле емес, мәселенің бір ұшы сізге жалғасып жатыр, деді Жаң. Былдыр өліп қалған Ли Шансыңды сұрайды. Сол марқұм мен сіздің араңызда қандай жақындық барын білгісі келеді. Солай де. Олар енді баған саяси айып тақпақ екен ғой. Демежанның қаны қашып сұрланып кетті.
Солай-ау деймін. Былтырмен арбаға тиеп өзіңізге әкеп берген Ли Шаңсыңның кітаптары бар емес пе? Соның жайын қазбалай береді. Ішкі өлкеден келген тағы кімдермен байланысы бар деп шұқшияды. Інің қайда? Қамауда жатыр ма? Жоқ, үйде. Есінен тандыра соққыға жығып, көшеге шығарып тастаған жерінен түнде арбамен алып келдім. Жүріңіз, халін білейік. Жан інісімен екеуі бау-бақша егісіне тақау, шет жақтағы жатаған үйлерде тұратынды. Бұлар солай қарай аяңдады. Жалғыз ат арбадан басқа үрерге еті жоқ, кәдімгі Қытай шаруасының мекен жайы. Мұнда да қуырылған шөптің, зығыр майының иісі шығады. Босағада кетпен күректің, арамшөп отайтын теселердің түр-түрі сүйеулі тұр. Бұлар ішке кіргенде абысынды екі әйел балаларын ертіп далаға шығып кетті де еркектерді оңаша қалдырды. Жас жігіт төргі бөлмедегі жер төсекте етбетінен түсіп жатыр екен. Үстіне жұқалтан көрпе жауып қойыпты. Демежанды көріп басын көтермек болды да, жарасын ауырсынғандай ышқына ыңыранып қайтадан жата кетті. Жоң арқа мен екі құйрықтан сау жер қалмаған секілді. Жата бер, қозғалма, деді Демежан аласа орындықтардың біріне жайғасып жатып. Я, әңгімеңді айтшы, мұндай азапқа қалай ұшырап жүрсің? Кіші Жаң бірден тіл қата қоймады. Оның орнына ағасы жауап берді. Мұның мінезі тым қызба ғой, ұлықпен дұрыстап сөйлеспей қарсыласқан көрінеді, деді інісін кінәрай сөйлеп. Әйтпесе, 40 қамшы дүрені кім көрінгенге соғама? Демежан бөлмені көзімен шолып өтті. Үй іші тым жұпыны, төсек орын, үстел орындықтан басқа еш мүлік жоқ. Оң жақ бұрыштағы аласа үстел үстінде Жаңдардың ата-бабасының аты жазылған ағаш тақта тұр. Бұл Қытай салтында аруақтар бұрышы деп аталады. Мереке мейрам күндері сол үстелге түрлі тағамдар қойып, өліктерге арнап өздерінше құрбандық шалады. Бізге енді бұл жерде қалуға болмайды, қожайын, әйтпесе жаман болады, деді бір кезде кіші Жаңға тіл біткендей. Меніңше, сізге де бір жаққа тая тұру керек шығар. Олар әсіресе сізге өшігіп алған. Тая тұр дейсің бе? Демежан еріксіз езу тартты. Мен туралы не айтады сонда? Мен таяқтан есім ауып жатқанда тергеушілер өзара әңгімелесіп отырды. Демежан үкірдайдың да дүре тақтайына керілетін кезі алыс емес деді біреуі. Олар сізді ұстайтын секілді. Демежан күтпеген жағдайдың байыбына әлі де толық бара алмай ойланып отырып қалғанды. Сөзге үлкен Жаң араласты. Ой, я, заман қалай бұзылып барады. Сіздің адамдарға жақсылық еткеннен басқа жазығыңыз жоқ қой. Сақ болыңыз, Лауия. Олар бұдан былай сендерді мазалай қоймас. Енді күз түскенде ешқайда көшпей осында отыра беріңдер, деді Демежан. Ұлыққа керегі мен екем ғой, олармен өзім сөйлесермін. Соны айтып орнынан көтеріле берген. Кіші Жаң шынтақтай басын көтеріп қинала тіл қатты. Олар мені қанша ұрып қинаса да, сіз туралы бір ауыз жаман сөз айтқам жоқ, қожайын. Сізді ақтайтын куә керек болса, біз дайынбыз. Демежан рахметін айтты да қоштасып шығып кетті. Ол өз басына төніп келе жатқан қауіп бұлтының аумағы мен зіл салмағын енді ғана айқын сезінгендей болды. Бәсе, Мәтен амбы былтырдан бері оны мазаламай, неге жым-жылас жатып алды деп еді. Бұған айнала ор қазып, жан-жағын тіміскілеп жүр екен ғой. Ұлықтардың қуып жүргені, кесілген айдардың кегі, Абдыраның суыда емес, одан гөрі әлде қайда тереңде жатыр екен. Мұның іс-әрекетін жай халдайлармен арадағы қақтығыс деп қарамай, оған басқаша түс бергісі келеді. Демек, ұлыққа Демежанды тек орнынан алып, биліктен тайдыру аз. Мұны өкіметке қарсы саяси қылмыскер ретінде ауыр жазаға тартпақ. Баяғыда жаны жай тапқан Ли Шаңсың мен ағайынды Жаңдарды бұған әкеп тіркеп отырғаны содан. Әй, бұл Мәтен амбыдан зұлымдық артылмас. Ли Шаңсың байғұстың ертерек өліп кеткені де дұрыс болған екен-ау. Әйтпесе, оны да әрі-бері сүйрелеп азапқа салар еді, қайтер еді. Демежан сабақтан шығатын балаларды күтпестен атына мінді де, қасына ешкімді ертпей жалғыз жүріп кетті. Басына қиын іс түсіп, ауыр ойға батқан кезде осылай оңаша қалатын әдеті. Осы бетінде бірден ауылға да бармай, бояуы қашқан сұрғылт далада жападан жалғыз сенделіп көп жүрді. Түстен кейін күн райы күрт бұзылып аспан төрінде қорғасын түсті, қазбауыр бұлттар жөңкілей бастаған. Құбыла жақтан сүйекті қапқан ызғырық жел үріп тұр.
Мына дүниенің тарлығын, өзінің шын жалғыз екенін енді сезініп келеді. Тұла бойын құрсаған ашу-ызамен қоса әлде бір дәрменсіздік билеп алған. Осындайда қасынан табылып ақыл қосатын жанашыр доста қалмаған екен-ау. Әншейінде төңірегінен шырқ үйіріліп шықпайтын көп жандай шап, зәңгі елубасылар да тым-тырыс хабарласып хал сұраған біреу болсашы. Неткен қатал жаза еді, не жазығым бар еді дей берді өзінен өзі шиыршығатып. Бір мезгілде маңайына барлап көз жіберсе, бұл абдыра аңғарын өрлеп, жоғары тау бөктеріне қарай шығып кетіпті. Мұнда қалай келіп қалғаны белгісіз. Қозыкөш жерде жатақ ауылдары, олардың астық маяларымен көмкерілген қырмандары көрінеді. Басында оған бөкеге барып әңгімелесіп, шер тарқатысып қайтсам ба деген бір ой келген. Алайда біраз жер жүргеннен кейін ол райынан қайтып қалды. Ол қауыммен де біте қайнасып кетпеген әлде бір бөтендікті сезінді. Онда барғанда не бітіреді? Ондағылар мұны асқар белім, сүйеніш тірегім деп біледі. Оларға басына іс түсіп, құты қашқан, жалғыз қалған біреу емес, тау-тастан қайтпайтын, құдірет күші қолында тұрған мықты Демежан керек. Мына сүміреген, сынған қалпында олардың көзіне түсіп, жұрт жігерін жасытқанда не марқадам табады. Бишаралар мен қорғансыздар жатақ ауылдың өзінде де толып жатыр. Жақсы ит өлімтігін көрсетпейді. Бұл енді ешкімге пәлесін жұқтырмай, не де болса, тағдыр салған тауқыметті өзі көтеруі керек. Ол жатақ ауылға қол созым жер қалғанда ат басын кері бұрды. Бұл кезде қорғасын бұлттар жер бауырлап, төмендей түсіп, сіркіреп жаңбыр жауа бастаған. Арқан бойы жерден ары ештеңе көрінбей, айналаны тұман тұмшалап алған. Желмен ерегіскен суық жаңбыр бірте-бірте күшейіп, сабалап бетке ұрғандай болады. Ауыл қай жақта қалды? Оның да бағдарын біліп келе жатқан жоқ. Тізгінін бос ұстап, астындағы торы төбелді еркіне жіберді. Арада қанша уақыт өткені белгісіз. Бір мезгілде қою тұман жыртығынан ақжолақ тартқан батыс жақтағы бозамық сәулеге қарап, күннің кешкіріп қалғанын аңдады. Ол осындай бұлыңғыр тұман арасында иесіз, жолсыз даламен тағы ұзақ жүрді. Әтеуір астындағы торы төбел алған бетінен жаңылмай тура келе жатқан секілді. Жол жөнекей, не бір жүргінші, не ауыл қарасы көрінсеші. Осынау тұманды, суық, сұрғыл дүниеде Демежанның бір өзі адасып қалғандай. Қайда құрып кеткен бұлардың бәрі? Әншейінде кең далаға сыймай қырқысып жүретін ен тірескен ел қайда? Бәрі мұны жұртына тастап, бір жаққа ауа көшіп кеткеннен аман ба? Бар ғой, қайда кетті дейсің? Іргесіз ел тұманды күні көзге түсушмеді. Сай-сайда, жылға-жылғаның бойында жауыннан қорғалап, үйлерінде отқа қақталып отырған шығар. Бүгін нағыз қара қазанның қасында бүлкілдеп қайнаған жас сорпаның иісін сезініп, үйден шықпай отыратын күн. Бұған қарағанда олардың жағдайы әлдеқайда жақсы. Қайран ел, дәл қазір өз үкірдайларының осынау қалың жаңбырдың астында бас сұғатын пана таппай қаңғырып жүргенін білер ме екен. Бір мезетте кеш хабары білініп, айналаға кеугім түсе бастаған. Жауын басылар емес, сорғалап үдей жауып тұр. Жер бедерін болжау да қиынға айналып барады. Демежан барар бағыттан адасып, мүлде теріс кеткен шығармын деп ойлаған. Жоқ, адаспапты. Әлден уақытта алдынан ит үрді. Қою омырттың арасынан от жылтылдап, дүңкиген киіз үйлердің сұлбасы көрінді. Я, торы төбел ауылды тура тауып келіпті. Далада ешкім жоқ. Бәрі де малдарын қоралап болған соң, жаңбырдан қорғалап, ішке кіріп кеткені байқалады. Торы төбел қотанның төріндегі үлкен ақ үйлердің бірінің белдеуіне тұмсық тіреді. Демежан аттан түсті. Өне бойының малмандай су болып, сіресіңкіреп қалғанын сол кезде ғана байқады. Ат дүбірін естіп, іштен шапан бүркенген бір әйел жүгіріп шыққан, ырысқан екен. Мұның қолындағы торы төбелдің шылбырын алып белдеуге байлады. Қап, шын адасқан екен-ау. Өзінің үлкен үйге түспей, отауға бұрылып кеткенін Демежан енді білді. Көкесі-ау, мына қалың жаңбырдың астында қайдан жүрсіз? Деді ырысқан сыңғырлай үн қатып. Демежан үндеген жоқ. Киіз үйдің есігін серпе ашып ішке кірді. Ырысқан мұның үстіндегі су киімдерін шешіп, тымағын, қамшысын алып жаны қалмай жүгіріп жүр. Дереу шам жағып, ақ отаудың ішін жайнатып жіберді. Дәл ортадағы кішілеу қазан астында қу тезектің шоғы маздайды. Демежан үстінен буы бұрқырап, отқа жақынырақ келіп отырды да алақанын қақтады. Балалар келді ме?
деді алаулаған қызыл шоқтан көз алмаған күйі. Олар келгелі қашан? Балалар жауынға ұрынбай ерте келді, деді ырысқан қазан астына жаңадан тезек қалап жатып. Апасы бүгін ұлының оқуға барғанын қуаныш етіп, мал айтып сойған. Ауыл адамдары сол үлкен үйде отырау деймін. Апасы деп отырғаны Бибі ғой. Ырысқанның өз күндесі туралы бұлай жылы-жылы сөйлеуі татулыққа шақырғаны. Барлықтан келгелі Демежанның бұл үйге бас сұғып отырғаны осы еді. Ырысқан соны әлде бір жақсылыққа жорыса керек. Сырттан кірген күтуші әйел Сақыпқа қысқа-қысқа әмір беріп, аяғының ұшымен басып елпек қағады. Еңкейіп қозғалғанда шолпысы сылдырап, алдына оратылып түсе берген тоқ бұрымын арқасына қарай серпіп қояды. Бұл күнде жасы 30-дың ішіне енді ілінген бәденді жас әйелдің нағыз толысқан шағы еді. Сұңғақ келген сұлу мүсіні жұмырлана түсіп, аққұба, нұрлы жүзі алабұртқан ішкі сезім әсерімен бал бұлжанып, қазір тіпті ажарлана түскендей. Демежан тоқалының көзді арбаған зипа бойына бір-екі рет ұрлана қарап өтті де, назарын басқа жаққа бұрып әкетті. Көп қарай берсе, көңілдегі қыжыл, күдік кірбеңнің бәрі ұмытылып, жүрегі құрғырдың майда еріп жүре берерін сезгендей қайтадан тас бекініп алды. Соңғы жылдары Ырысқанмен екі арасына бір салқын сызат түскенді. Сол сызат бірте-бірте ұлғайып, өткел бермес, терең жарға айналып барады. Алғаш қосылған кездегі тату-тәтті күндер, Бибі мен Ырысқан арасындағы аңызға айналған сыйластық бұл күнде келмеске кеткендей. Обалы Кәнеки, Бибі байғұста күнә жоқ, пендешілік осы кіші әйелден шықты. Екі бала дүниеге қалай келді, солай, баяғы бет моншаға төгіліп тұратын ибалы Ырысқан күрт өзгеріп, бір күпірлік, астамшылыққа бой алдырып еді. Әлде осы маңайдағы абысын ажынның араға от салып, күш-күштегенінен болды ма? Жас әйел ауыл аймақтың әлпештеп ғылақанға салғанын көтере алмай қалды. Ырысқанның ойынша, отбасының бүкіл билігі тек соның қолында болуы керек. Бибінің жеке шаңырақ ұстап, байға да, балаға да ортақ болғанын кешірмейді. Бәлкім, таразы басын тең ұстай албаған Демежанның өз кінәсі да аз емес шығар. Әйелдердің әр қадамын аңдып, үнемі бала-шағаның қасында отыруға мұның мұршасы болды ма? Қалың елдің қамы деп жүріп, отбасын ойдан шығарып алыпты. Енді міне, соның сазайын тартып жүр. Бақпаса мал кетеді, қарамаса қатын кетеді деген осы. Көп кешікпей күтуші әйел ас үй жақтан самауыр көтеріп әкеліп, төр алдына дастархан жасай бастаған. Жаңбыр астында қатты жаурап тоңып келген Демежан үнсіз отырып шай ішті. Ырысқан оны әңгімеге тартқысы келіп, мектептегі алғашқы сабақтың жайын сұрастырған. Оған да шешіле қоймады. Әйелінің сұрағына қысқа-қысқа жауап беріп, қабағын жазбаған күйі отыра берді. Сол салқындықты Ырысқан да сезгендей. Мұндайда оның да қылт ете қалатын әдеті. Тәкаппар, жас тоқал енді бұрынғыда елпілдеуін қойып, қанын ішіне тартып безеріп алды. Өзің келіп еңкемесең, мен де саған оңшырай бере қоймаспын деп егеске кеткені белгілі. Демежан Ырысқанның осындай безбүйрек қаттылығына қайран қалады. Адамды адамға жақын ететін көңіл екен ғой. Көңілде жылу қалмаған жерде қойныңдағы әйелің де тас кесектей суық тарта береді. Тіпті жүрек қызуы, тән ләззаты да жан жақындығына кепілдік бере алмайды. Төсек қызығын, әсіресе әйел заты тез ұмытады. Мына Ырысқан сондай ұмытшақ әйелдердің бірі. Бұл байғыстың осал жері төсек. Күн аралап келетін өз кезегін тағатсыз көңілмен шыдамсыздана күтіп жүреді. Ел жатып, шам сөнісімен желімдей жабысып, шырмауықтай оратылады. Сені құшағына алып аймалаудан, тән рахатын, төсек қызығын бөлісуден жалықпайды. Өліп өшіп, жеп қоя жаздап жатқан кездегі сөздерін естісең, осыдан кейін тас жүрегі жібейтін шығар. Тіпті сен үшін жанын қиып, құрбан боп кетер мекен деп ойлайсың. Жоқ, олай емес. Ертеңінде қарасаң, өткен түннен белгі жоқ, бедірейген бетбақты көресің. Мұндай әйелдің саған бала туып беруі де мүмкін. Бірақ ол да ерлі зайыптының арасын жақындата қоймайды. Құрсағындағы бала аманатқа қойылған зат сияқты. Сол аманаттан құтылған күні қайтадан бостандыққа ұмтылады. Оған қашанда өз басы қымбат. Сен үшін азап тартар, құрбандыққа барар жайы жоқ. Ал Бибіше, ол байғұстың жөні бөлек қой. Ол өз басын ұмытқан, күйеуі үшін бүкіл тірлігін пида ғып шалған адам. Бибі мұның өзі,
әйел бейнесіне айналып кеткен Демежанның екінші жартысы. Ал Ырысқан бұған мүлде жат адам. Жан жүрегі, ет бауыры араласпайтын бүтіндей бөлек дүние. Амалсыз тұтқынға түскен, орайы келгенде сенен өш алып, қашып құтылудың жолын ойлап жүрген жаудың тұқымы секілді. Ал осындай әйелдің өз еріне ең ақырына дейін адал боп қалуы мүмкін бе? Осыны ойлағанда Демежан бүйірінен шаншу ұстаған адамдай кіржің етіп тістеніп қалады. Әлдекім мұның жүрегін шеңгеліне алып, аяусыз мұтып қысып жіберген сияқтанды. Осыдан оншақты күн бұрын ол барлықта жүргенде осы ауылға Мамырбектің ұлы Тұрысбек үкірдай қонып кетіпті. 2-3 жолдасымен шәуешектен шығып, еліне кетіп бара жатқанда жол жөнекей соқса керек. Демежанның ауылда жоқ екенін білмеді дейсің бе? Күні бұрын естіп біліп, әдейі бұрылғанында күмән жоқ. Және бибі отырған үлкен үйге түспей, ат басын бірден Ырысқанның отауына тіреген. Осында қона түней жатып, ертеңінде шалқар түсте аттаныпты. Сылтауы Мамырбек ауылы Ырысқанға түп нағашы боп келеді-міс. Қайран бибі, осыны көре тұра, бұл келгенде тіс жарып ештеңе айтпады ғой. Демежан бұл хабарды жай сөз арасында басқа біреуден естіп қалды. Ал енді осыдан кейін қойныңда жатқан әйеліңе сеніп көр. Күдіктің жегі құрты жүрегіңді кеміріп мүжімей көрсін. Тұрысбектің мұнда келісі де тегін емес. Әншейінде мұның айбатынан ығып, маңайын баса алмайтын бота тірсек төренің бұлғайбасын қаны. Демек, оның да қаладағы ұлықтардың аужайын түйіп, ауыз жаласып, әлде бір жемтік иісін сезгені ғой. Қор болған жерің осы екен, Демежан. Кенет оның басына тағы бір жат ой сап ете қалды. Мына отырған сұмырай қатын да мұның басына бұлт үйірілгенін сезіп, өзіне болашақ қоныс өріс іздеп жүрмесін. Мына қылығына қарағанда солай болуы да ғажап емес. Жарайды, еркектің көңілі ауды делік. Егер жат ойы болмаса, оны Ырысқан неге қондырады? Қазақ қанша қонақжай болғанымен, үйінде еркегі жоқ жас әйелдің сыпайы сылтау айтып, жолаушыны қондырмай жіберуге қақысы бар. Ертең сөз болады. Күйеуімнің бетіне шіркеу келеді деп жасқанар еді. Демек, Ырысқанның ештеңеден ығып тайсалмағаны ғой. Ал білгеніңді істеп ал деп ашыққа кеткені. Дастархан жасап берген соң күтуші әйел кетіп, отбасында екеуі ғана қалғанды. Демежан кеседегі шайды қолына ала беріп, Ырысқанның жүзіне тағы бір рет қарап өтті. Бет әлпетінде түк өзгеріс жоқ. Ақ жібек орамалын шекесіне қиғаш тартып отырған тәкаппар да кербез қалпы. Әйел заты ағып жатқан су сияқты. Оның үстінен бірлі жарлы мал өтпек түгіл, рулы ел көшіп өтсе де із қалмайды, деп ойлады Демежан ішінен. Осы үйге жақында ғана бөтен еркектің қонып аттанғаны есіне түскенде зығырданы қайнап, өз әйелін арам астай жек көріп кетті. Бүгінше сыр бермей, үндемей кетермін деп ойлаған, бірақ шыдай алмады. Мен жоқта бұл үй әрі-бері өткен жүргіншінің түнеп аттанатын бекетіне айналыпты ғой. Не болды? Кәне, айт шыныңды дегенде даусының қалай қатты шығып кеткенін өзі де аңғармай қалды. Бұл сөзді манадан бері Ырысқан да күтіп отырса керек. Бұған жалт етіп қарады да. Нақсүйерің жеткізген екен ғой. Мені қарауылдағаннан басқа ол қубас қатынның бітірері бар ма? Деді үлкен қой көздері шыныдай шытынап. Бибінің обалына қалма. Ол мұндай дүние сөзін сөйлемейді, деді Демежан. Демек, Тұрысбектің қонып кеткені рас қой. Рас, туыс үйге қонақ келмеуші ме еді? Иә, сонан кейін не болды? Қонақты немен сыйладың? Не болушы еді? Бүркіттің алған жеміне бір қарақұс қонды да кетті. Солай де. Қарақұстардың қашанда дайынды торитын әдеті ғой. Бірақ жат тұмсығы тиген жемтікке бүркіттің қайта оралмайтынын ойладың ба? Ырысқан үндей алмай көзімен жер шұқып отырып қалды. Демежан өз бойынан әлдебір жеңілдікті сезінгендей болды. Жанын жегідей жеген күдіктен гөрі ащы да болса шындық артық еді. Бұдан ары бұл үйде бір сәтте бөгелгісі келмеген. Орнынан баяу көтерілді де керегенің басында сорғып тұрған киімдерін алып киіне бастады. Енді қамшысын таппай тұрғанды. Ырысқан ірге жақта жатқан қамшыны алып қолына ұстатты. Мә, ұр мені. Аямай сабашы, ашуың басылсын. Арқамда сенің қамшыңның табы қалсын. Демежан бойын кернеген долы ашуды күшпен зорға тежеп, залана езу тартты. Жоқ, ұрып қайтейін. Мен шырылдатып қатын сабайтын қазақ емеспін ғой. Дәметпей-ақ қой. Сен тіпті ұруға да татымайсың.
Сен о баста беті жылтыраған тексіз қар едің. Есіктегі басыңды төрге сүйресем де, сол қар күйіңде қалдың. Қош бол. Соны айтып есікке қарай бет алған. Ырысқан қуып жетіп иығына асылды. Демежан-ау, мен енді не істеймін? Одан да мені қолыңмен өлтіріп кет. Білмеймін. Бүгіннен бастап сен азатсың. Төркінге кетесің бе, төреге тиесің бе? Әлде балаларыңды бағып, осында отырасың ба? Ол жағын өзің шеш. Бірақ мені қайта оралар деп күтпе. Есікті жұлқа серпіп далаға шыққан. Жаңбыр басылыпты. Түн аспанын құрсаған бұлт қабаты тозған текеметтей ыдырап, соның жыртық тесігінен жалғыз жарым жұлдыздар сығалайды. Ауада салқын сыз бар. Демежан көкірегін кере терең тыныс тартты. Қазір оның бойын ашуда, кекте емес, өзекті өртеген өкініш, дәрменсіздік билеп алған. Өзін бір түрлі аяп кетті. Неткен еңбегі еш, тұзы сор адам еді. Біреуге жасаған жақсылығың тек жамандық болып қайтатыны несі? Осынау тірлікте бұл қимайтын, бұл қымбат санайтын не қалды өзі? Бір есептен осының өзі дұрыс болды ма? Кім білсін? Бұған енді әрқандай жаза, тіпті өлімнің өзі де қорқынышты емес. Өлгеннен кейін артым не болады деп қиналмайды. Оның да төбесі көрініп қалды. Ол ауылдың сыртына шығып, жаңбыр суына малшынған боз жусанды кешіп тағы біраз жүрді. Ойлап қараса, бүкіл өмірі бір ұзақ түс тәрізді. Бұл әлі қалың ұйқыда жатқан секілді ме? Қалай? Сол ұйқыдан оянса, бәрі де бұрынғы бас қалпына келетіндей. Айналаны бетке жұққандай қою қараңғылық тұмшалап алған. Ауыл адамдары тағы да ұзақ ұйқыға бас қойған сияқты. Тек бибі отырған үлкен үйдің іргесінен түн түнегін жарып, жалғыз сәуле от жылтырайды. Демежан сол отқа қарай аяңдады. Ертеңінде түске таман ауылға күтпеген жерден бабалық келіп түсті. Арбасын жегіп, жай сауда істеген адамның кейпінде жүргенімен келген жұмысы басқа екен. Оны төтенше тапсырмамен қаладағы Ыбырай байбатша жіберіпті. Қазір ұлықтардың беталысы жаман. Кеңсе маңындағылардың сыпсың өсегіне қарағанда көп кешіктірмей Демежанды ұстайтын секілді. Мәтен амбының тырнағына бір ілінсе, одан құтылып шығу қиын. Демежан уақытша алыс бір жаққа бой тасалай тұрғандай бола ма? Әйтеуір қапыда қалмасын деп татар досы дұғай-дұғай сәлем жолдапты. Демежан өз басына төніп келе жатқан әлдебір қауіп барын сезінгенімен, бірақ істің беталысы дәл бұлай жеделдеп кетер деп ойламап еді. Не істеу керек? Бой тасалау дегені не пәле тағы да? Бір сәт тығырыққа тірелгендей торығып отырып қалды. Бұл әңгіме үстінде қастарында бибі ғана бар еді. Байғұс әйел дыбыс шығармай үнсіз егіліп жылап жіберді. Ұлықтың да, көре алмаған көп ағайынның да көзіне күйік болып жүргені үкірдайлық мансап қой. Сол құрғырын өздеріне өткізіп беріп, құтылсан қайтеді, деген көзінің жасын сүртіп отырып, Демежан күрсінді. Әй бәйбіше-ай, мансабын алам десе, ұлықтың қолын кім қағыпты? Олардың ойы арыда жатыр ғой. Мені абақтыға бір сүңгітіп алмай, көңілдері тынар деймісің? Үй ішін бір сәт үнсіздік билеген. Барар жер, басар тау жоқ. Айнала тас қамау, өткелсіз шыңырау құз тәрізді. Қара көзі жасқа толып, бұталап отырған бибі осы тұста ешкімнің есіне келмеген тағы бір ой айтты. Онда орныңнан түсетінің туралы арызыңды жазып жібер де, арғы беттегі менің төркініме тартып кет. Сенімен бірге мен де кетейін. Ол ел Ақпатшаға қарайды ғой, ұлықтың құрығы жете қоймас. Бабалық ауыр хабарды жеткізерін жеткізсе де, содан шығатын жол таппай, қабырғасы қайысып, қатты қиналып отырған. Мына сөзді естігенде селт етіп басын көтеріп алды. Бибіштің осы ақылы менің де көкейіме қонып тұр. Айтты, айтпады. Ұлықтың арыны қайтқанша қайын жұртыңызға бара тұрсаңыз қайтеді? Кейін ел іші тынышталып, ап-сап басылған соң қайта ораларсыз деген ол да бибіні қостап. Сен не, маған қашқын бол демексің бе? Демежан оның бетіне ажырая қарады. Қашып кетпеңіз, қайын жұртыңызға амандаса барыңыз. Қажыға сәлем бермегелі де көп болды емес пе сізге? Бірақ Демежанның бұл ақылға көнетін сыңайы көрінбеді. Аққұба кесек жүзі күреңітіп, намыспен тұтана түсті де. Жоқ, бабалық, оның жөні келе қоймас, деді басын шайқап. Бибі екеуің мені қайындататын кезді тапқан екенсіңдер. Өз жұртың сыншыл болғанда, қайын жұртың міншіл деген қайда? Сиыр сыйған қуысқа қасқыр сыя бермейді.
Жолбарыс жымында жатып өледі. Сайболатқа сауға сұрап барғанша абақтыда шірігенім артық емес пе? Өзінің аңғырттау айтып қалғанын Бибі де енді түсінгендей қайтып қолқаламады. Басында қалай ойламаған. Басыма үст екен деп әйелінің етегіне жармасып қайын жұртына барып тығылатын жігіт Демежан ба? Мұның күйеуінің орны тым биікте ғой. Өлсе де сол биікте тұрып өледі. Кешір жаным, менікі жай әйелдікпен айтылған бір сөзде. Шынында да қашайық дегенім қай сасқаным, деді өзінің жеңілтектігіне өкінгендей. Ал Демежан өзінің ақтығына, заң алдында өзін ақтап алатынына сенімді еді. Адамды абақтыға қамап, жазаға тарту үшін де біраз дәлел керек емес пе? Сондықтан арқасын кеңге салып, меніңше өйтіп қорқып сасатында ештеңе жоқ. Мен бір кісі өлтірсем екен, почта тонасам екен, қиын қылса үкірдайлығын алар, асып бара жатса абақтысына қамар. Тіршілікте оны да бір көрелік, деп Бибі мен бабалықтың көңілін орнықтыра қарқылдап күлді. Осыдан кейін бабалық көп бөгелмей бір шай ішті де аттанып кетті. Ал Демежан тағдырдың басқа салғанын күтіп үйінде қала берген. Бірақ бұдан кейінгі оқиғалар ол ойлағаннан гөрі әлдеқайда жедел, әрі тым дөрекі түс ала бастап еді. Биыл күз ерте түсіп, жауын шашын молайып, бала-шаға қоңторғай болып тона бастаған соң, Демежан ауылы қыстауға көшіп алғанды. Бұл ауылдағы биылғы үлкен жаңалық мектеп. Сабаққа жақын жерден баратын болғанына балалар да қуанып қалған. Кішкентай ұл қыздары әліпбиден сауатын ашып, солардың дүрмегімен үлкендер қоса оқып, оған бүкіл ауыл мәре-сәре болысып, кәперсіз жүріп жатқанды. Осындай сүреңсіз күз күндерінің бірінде қазан мен қарашаның өл арасындағы айсыз қараңғы түнде пар ат жегілген бір арба Демежанның зәйімкесін бетке алып, салдыртып келе жатты. Үлкен пірешкенің үстінде қаладан шыққан 5-6 шерік бар. Шеріктердің бірі ат айдап, қалғандары арт жақта мылтықтарын құшақтап үнсіз отыр. Бәрі де мұрттары енді тебіндеп келе жатқан балаң жігіттер. Киімдері жұқалтаң екен, күздің суық желінен ықтағандай бір-біріне тығыла түседі. Бұларға бүгін түс кезінде ғана тығыз бұйрық берілгенді. Қаладан кешке қарай шығып кетіп, межелі жерге түн ортасы ауа жетеді де, шырт ұйқыда жатқан Демежан үкірдайды ұстап кері қайтады. Тапсырма онша жеңілдей емес, бірақ қаруы бар 5-6 адамға ауыр деп айтуға да болмайды. Бұрын мұндай жорыққа қатыспаған жас шеріктер не де болса сол ауылға тезірек жетіп, бұйрықты орындап, қазақ үкірдайын байлап алып қайтуға асығып келе жатқан. Әзірше бәрі де сол бастықтардың айтқанындай мүлтіксіз жақсы өтіп жатыр. Түн ортасы ауып, ел ұйқыға кеттау деген мезгілде бұлар Демежан зәйімкесінің іргесіне де келіп жетті. Ауылға таяған соң жүрістерін бәсеңдетіп, арба сықырын естіртпеуге тырысып, баяу үлбіген аяңға көшті. Қара жол ауыл сыртындағы қалың қарағаш пен шынар өскен үлкен бауды айналып, қоршау дуалдың түбін жанап өтеді екен. Кенет сол тұсқа келгенде бұлар күтпеген оқиға болды. Қараңғы түн құшағынан әлде бір адам атылып шыға келді де, арбаның үстінде бейқам отырған шеріктерді тарпа бас салды. Айқайлауға да, мылтық атуға да мұршаларын келтірмеді. Дереу қолдарын артына қайырып байлап, ауыздарына шүберек пе, кигіз бе бірдеңелерді тығып тастады. Сонан кейін шеттерінен жерге шығып салып, ал кеп тепкіле, қамшының астына алып, ал кеп саба. Сендер Демежанды ұстауға келдіңдер ғой, Демежан деген мына мен, ал мықты болсаңдар ұстап көріңдер шығане деп шықпыртады. Басында шошақ тымағы бар еңгезердей біреу. Әне-міне дегенше шеріктердің бәрі өлімші күйге түсіп, естерінен танып қалды. Әлгі адамдар тым асығыс сияқты. Ыңыранып, талықсып жатқан шеріктерді сол байлаулы күйінде арбаның үстіне лақтыра бастады. «Ей, Байсерке, мынаның біреуі өліп қапты ғой. Не істейміз?» деген дауыс естілді. «Үндеме, демің ішіңде болсын. Өлгенін бақтың ішіне көміп кетеміз», деді екіншісіне. Осының бәрі тым тез, айналасы 5-10 минуттың ішінде болып еді. Әлгілер шеріктердің мылтығын артып алып, тірілерін арбаға тиеді де, сәл есі барлау біреуіне тізгін ұстатып, қалаға апаратын қара жолға салып жіберді. Ал өлген шеріктің денесін бақшаның ішіне енгізіп, асығыс шұқыр қазды да бетін жасырып көмген болды. Сонан соң белгісіз адамдар талдың арасына байлап қойған аттарына міне-міне салып, алыс бір жаққа тапсырлатып шаба жөнелді.
түн жамылған қандықол қарақшылардың бұл ісін қала мен далада жаңағы шеріктерден басқа көрген куә жоқ. Дәл іргедегі ауыл адамдары да ештеңені сезбей шырт ұйқыда жата берген. Әдейі ұйымдастырылған бұл қастандықты осы сот аймақтың әміршісі Мәтен Амбы мен оның айналасындағы бірен-саран адамдар ғана біліп отыр еді. Оның есесіне бұл оқиға ертеңінде ақ бүкіл аймаққа мәлім болды. Демежан ауылына барған шеріктерді көгала қойда етіп сабап, біреуін ұрып өлтіріпті деген хабарды ұлықтардың өзі асығыс жариялады да, одан қазақтың ұзын құлағы арқылы ауыздан ауызға көшіп тарап жатты. Мәтен Амбыға керегінің өзі де осы еді. Келесі күні таң ата қала жандармы 40-50 әскермен келіп Демежанның ауылын қоршады. Өздерінше тінту жүргізген болып, кешегі өлген шеріктің сүйегінде тақ бірге көміскен немелердей оп-оңай тауып алды. Сонымен қылмыс анықталып, Демежанды қолға алудың шарты да толып қалып еді. Арада бірер сағат өтпей, оларда шулаған ауылды артқа тастап, жазалаушы әскер тобы қалаға қарай бет алды. Алды артын бірдей қоршаған қарулы күзеттің ортасында пар атты арба кетіп барады. Арбаның арт жағында ат айдаушыға арқасын беріп, қол аяғына кісен салынған Демежан отыр. Әзірше о дүниеге барып қайтқан пенде жоқ. Бірақ адам баласы 3 күннен кейін көрге де үйір болады дегенді о баста кім айтса да тауып айтқан. Түрме тірлігіне бірте-бірте Демежан да көндіге бастап еді. Оның қараңғы қапасты мекен етіп жатқанына да міне 3 айдан асып барады. Оған қазір ұшы қиырсыз кең даладан тиген енші, ұзындығы 6 аттам, көлденеңі 4 аттам тар камера. Төбесінде төңкерілген тұңғиық көк күмбезінен бұйырғаны темір торлы терезеден тілкімденіп көрінетін зеңгір аспанның кішкентай қиығы ғана. Бір кезде өр қиялы бүкіл Құлыстай өлкесіне симай жүретін азат ер қазір аюдың апанындай сол бір тар қуысқа амалсыз сыйып жатыр. Ойлай, ой қиялда сарқылуға айналған. Адам санасы сыртқы дүниемен күнбе-күн қатынасқа түспеген соң, ешбір бұлақ бастау қимайтын тұйық көлдің суындай сортаң тарта береді екен. Кейде жел шайқап, толқын тұрып, өзінше буырқанғанымен бәрібір арнасынан аспай, көпіршіп барып басылады. Көкірегін кернеген ащы запыран шығар жол таппай бұлқынатыны бар. Мұндайда Демежан өзінің ақын болып тумағанына өкінеді. Егер менің орнымда әсет сияқты ақын жатса, не түрлі өлең жыр, таусылмаз дастан хикая туар еді-ау деп ойлайды ішінен. Ақын қиналса, тілінен бал тамады. Ал әкімді қинағаннан не шығады? Басындағы бағынышты жұртын тартып алып еді, мінеки, көп жабының бірі болып қала берді. Демежан күндіз түні ой соңына түсіп сарылғанда табан тіреп тоқтағаны мынау болды. Тас түрме түңілетін де, таңданатын да нәрсе емес, өз өмірінің заңды жалғасы, қорытындысы сияқты соңғы бір асуы екен. Тіпті оны жұрттан ала бөтен, мұның басына ғана төнген төтенше зауал деуге де болмас. Мұның басына кигені де бүкіл халықтың пешенесіне жазылған темір ноқта. Тек басқалардың ноқтасы басында түрулі жүр. Ал Демежанды ұстап әкелді де тұқыртып байлап қойды. Айырмашылығы сол ғана. Басында ноқтасы түрулі жүрген кезін бұл да бостандығым, азаттығым деп ұғыпты. Енді бұған қалғаны қапаста өткізетін өмірдің ақтық күндері, яғни өлімнің дайындығы. Бұдан былай тіршіліктің толып жатқан қам қарекетінен мұның басы азат, оның бәрі артта қалды. Ендігі мақсат өзі шыққан биігінде дұрыстап өле білу керек. Ал биікте тұрып өлу, ел қатарлы өмір сүруден әлде қайда қиын. Адам баласы не үшін өмір сүреді? Жалпы, адам тірлігінің мәні неде? Демежан осы сұрақтар төңірегінде қанша қазылып ойланса да, өзін қанағаттандыратын жарытымды жауап таба алмады. Бұл дүниенің жалғандығы, опасыздығынан басқа қазақтың көне қисындары да мардымды ештеңе айтпапты. Содан ол біраз уақыт жақында түрме бастығы әкеліп берген Конфуцийдің трактаттарына үңілген. Бірақ осыдан 25 ғасыр бұрын өмір сүрген Қытайдың ұлы ойшылы да бұған дайын ештеңе ұстата қоймады. Оның айтқандарының көбі көңілге қонғанымен діттеген жерден шықпай, әйтеуір бірдеңесі жетпей тұрғандай әсер қалдырды. Конфуций адамгершілік тәрбиесін 5 салаға бөледі. Адамды сүю, парыз, мінез құлық нормалары, білім, адалдық.
Адамды сүю дегенде оның ұсынатын тағы 5 принципі бар. Қайырымдылық, кішіпейілділік, махаббат, жанашырлық, шыншылдық. Мұның үлгілерін ол қашан да көне заманнан іздейді. Ертеде өткен Яо Шунь сияқты әулиелерді кейінгі ұрпаққа өнеге ғып тартады. Демежанның бір таңғалғаны Абайдың талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асылыс көнсеңіз дейтіні жаңағы Конфуцийдің 5 принципімен үндес келеді екен. Абай оны қалай білген? Әлде аудармадан оқыған ба? Немесе ұлылардың ойлау деңгейі бірдей бола ма? Ол жағын ажырата алмады. Ал мінез құлық нормаларын сөз еткенде Конфуций адамдар арасындағы қатынасты тағы 5-ке бөліпті. Бастық пен бағынышты арасындағы, әке мен бала, аға мен іні, ер мен әйел және достар арасындағы қатынас. Сонда айналып келіп айтатыны баласы әкеге, інісі ағаға, әйелі еріне, төменгі ұлық жоғары ұлыққа бағыну керек те, бәрі жиналып императорға құлшылық етуі қажет. Хан ұлты бір шаңырақ. Күллі халықтың әкесі де, шешесі де император депті ол бір сөзінде. Әрине, Конфуций де жер бетінде әділетсіздік, теңсіздік барын мойындайды. Алайда бұл қайшылықтар түптің түбінде адамдардың іштей түлеуі, адамгершілікті пір тұтуы, бірте-бірте кемелдену жолымен шешіледі деп санайды. Оның бұл тұжырымына Демежан қосыла қоймады. Адамдар өздігінен өсіп, ондай әулиелік, тазалыққа жеткенше түйенің құйрығы жерге түсіп, ешкінің құйрығы көкке шықпай ма? Сірә Конфуций бұл қағидаларын сол кезде дәуірлеп тұрған хан ұлтының жағдайынан, өз заманының шындығынан алып жазған секілді. Болашақта хан ұлты өз дербестігінен айырылып, неше ғасыр бойы манчурлерге бағынатынын, сол империяның құрамында қазақ деген көшпенді халық болатынын, күндердің күнінде оның азаматтарының басына қандай іс түсетінін ұлы ойшыл қайдан білсін. Әлі кемеліне келіп болмаған бұл қым-қуат дүниеде жалпыға бірдей ортақ ұғым, тұтас түсінік жоқ. Бір халықтың мүддесі тұрғысынан ізгілік, ерлікке баланған нәрсе, екінші бір қауымның көзімен қарағанда бұзақылық, қарақшылық болып шығады екен. Ақырында Демежан адам өмірінің мәнін іздестіруді қойды. Оны білудің енді бұған қажеті де шамалы еді. Қайта одан гөрі адам не үшін құрбандыққа барып, елден ерек жан қиюға тиіс? Өз ажалынан бұрын келетін өлімнің мәні неде? Осы жөнінде ойланса, оның жөні басқа. Бірақ өлімде мағына бола ма? Өлдің мамай қор болдың, сонымен біттемес пе? Әйтсе де, адамдар тірлікте түрліше өмір сүретіні сияқты өлімнің де түр-түрі бар ғой. Ит өлім, ешкімге қажеті жоқ бейкүнә өлім, ерлік өлім бар. Бұларды қалай ғана бір қатарға қоясың? Оның есіне ұстазы Ли Шансыңның өлеріне жақындағанда сырғып айтқан бір сөзі оралды. Тірі пендеге бір өлім хақ. Сондықтан өзің дұрыс деп тапқан белгілі бір идеялар үшін күрес майданында жүріп, кеудеңді оққа төсеп өлгенге не жетсін деп еді-ау мұнымен қоштасып жатып. Өзі әбден әл қуаттан айырылып, қаусаған шағында жайдан жай жан тапсыратын болғанына қатты өкінбеп еді сол жолы. Соған қарағанда өмірдің мәні күрес болғаны ма? Солай шығар. Ендеше өлімнің мәні де күрес. Сонда өмір мен өлім ажыраспайды. Өлім өмірдің заңды жалғасы болып, бірін-бірі толықтырып тұрады. Ажал тіршіліктің жолында аранын ашып, кесе көлденең жатып алған тажал, не басқадай қорқынышты бірдеңе емес, қайта өмірдің мәнін айқындайтын табиғи таразыға айналмақ. Демежан бұл байламның дұрыс-бұрыстығына көзі анық жетпесе де, соған сенгісі келді. Осы ойын үлкен бір олжадай көріп, іште қуанып қалды. Өзінен әлде бір жеңілдікті сезінген. Шынында да, Демежандай адамға өлім жастығына көптің бірі боп, құрдан-құр бас қоя салу күнә ғой. Оған қайта осындай тұтқынға түсіп, жауларынан ауыр жаза күту жарасатын сияқты ма? Қалай? Адам тар қапас, таз зынданға қанша қамағанымен, сонау бір төбедегі терезе торындай сыртқы дүниемен жалғастыратын бір саңлау бәрібір табылады екен. Сондай бір жарық сәуледен тағдыр Демежанды да мақұрым қалдырған жоқ. Оны осынау сызды, суық камераға әкеліп қамаған күннің ертеңінде қасына қарауылдарын ертіп, түрме бастығы кіріп шыққан. Жасы 60-тың ішін мол аралап кеткен көзілдірікті кәрі манчур бұған жылы шыраймен амандасып, өзінше аяғандай тұр байқатты.
Аяғындағы кісенін алдырып, ішіне сабан салынған кенеп қанардан өзге лыпасы жоқ тақтай төсектің үстіне жұмсақ төсеніш, жылы көрпе бергізді. Демежанға түрме бастығының түрі таныс, бір көрген адамы сияқты. Бірақ қанша ойласа да нақты есіне түсіре алмады. Түрме бастығының күнде таңертең камераларды аралап шығатын әдеті екен. Ертеңінде ол тағы келді. Бұл жолы қасында ешкім жоқ, жалғыз өзі. Есіктен кірген бойда күле жақындап, қол беріп амандасты. «Халыңыз қалай, Демежан мырза? Мені танымадыңыз-ау деймін», деді мұның бетіне барлай қарап. Демежан ыңғайсызданып иығын көтерді. «Сізді бір жерден көрген сияқтымын, бірақ есіме түсіре алмай тұрмын. Мен Гаугаңмын ғой, есіңізде ме? Баяғыда сіздің елге алым-салық жинай барғаным. Сол жолы ел ішінде бүлік шығып кете жаздаған жоқ па еді?» Одан 15 жылдай бұрын болған оқиға Демежанның есіне енді түсті. Я, мынау сондағы топ бастығы екен ғой. Екеуі жайлаудан қалаға қайтып келісімен Шиямбының алдына бірге кіргені бар еді-ау. Кешіріңіз, одан бері көп жыл өтіпті ғой. Онда менің әкем Керімбай Үкірдайдың өзі тірі болатын. Я, уақыт деген қалай зымырап тез өтеді. Сондағы Шиямбының өзі жоқ бұл дүниеде, деді Гаугаң тақтай нардың шетіне тізе бүгіп жатып. Содан кейін де сізбен бір жолықсам деп талай оқталдым, бірақ соның сәті түспей жүретін. Енді міне, жолыға алмай жүрген адамыңызды тағдыр айдап алдыңызға алып келді, деді Демежан езу тартып. Есіңізде ме, Демежан мырза? Мен сіздің алдыңызда мәңгі қарыздармын ғой, деді Гаугаң. Сіз болмасаңыз менің сүйегім ендігі қурап қалар ма еді, қайтер еді? Қалайша? Ой, я, сіз ұмытып қалған екенсіз ғой. Шиямбы мені жайлаудағы бүліктің бас күнәкары деп тауып, сол үшін өзімді өзім өлтіруге үкім еткен жоқ па еді? Сіз ара түспегенде мен сол күні у ішіп, не асылып, көк тәңірісіне сапар шегуге тиіс болатынмын. Әлде қашан ұмыт болған көріністер Демежанның көз алдында енді ғана қайта тірілгендей болып еді. Я, енді есіме түсті. Сол жолы Шиямбы қаһарына мініп, тым қатты кетіп еді. Сіз әсілі қайырымды адамсыз ғой. Біреуге еткен жақсылығыңызды жіпке тісіп жүрмейсіз, деді Гаугаң қалтасынан алған орамалымен көзілдірігін сүрткілей отырып. Ал мен сол бір күнді әлі ұмытқаным жоқ. Мойнымдағы қарызды қалай қайтарам деп анда-санда сізді еске алып қоятынмын. Рахмет, Гау мырза. Жақсылықты ұмытпау да кім көрінгеннің қолынан келе бермейді, деді Демежан. Сіз алым-салық мекемесінде едіңіз ғой, онда қалай келіп қалғансыз? Сол өзіңіз білетін жайлаудағы бүліктен кейін менің қызметімді төмендетті емес пе? Біраз жыл қалаға әкелген малдан қан бажы алатын базар бастығы болдым. Ал жаңа Жамбылдың құрылысын аяқтап, мына түрме салынып біткенде басқа адам таппағандай мені осында жіберді. Жөн. Сізбен қайта ұшырасқаныма қуаныштымын, бірақ көріп тұрсыз ғой, деді Демежан аузына ыңғайлы сөз түспей. Бұлай кездесеміз деп кім ойлаған? Оқасы жоқ, дүние деген сол. Бір күн бетін берсе, бір күн сыртын береді. Ойда жоқта ескі танысы Гаугаңмен ұшырасуы Демежанның қапалы көңілін сәл де болса сергіткендей болып еді. Соған қарағанда адамға жасаған жақсылық қайтпайды деп үміт үзуге де болмайды екен. Әйтеуір, бірде болмаса бірде алдыңнан шығады. Содан бері де Гаугаң күн аралатып келіп, мұнымен әңгімелесіп тұрады. Қалада не болып жатқанын, алыс Астанадағы жаңалықтарды жасырмай айтып тұратын да сол. Кейде қойнына тығып, әртүрлі кітап әкеліп беретіні бар. Тар қапаста жалғыздық зарын тартып жатқан адамға соның өзі де үлкен медеу. Сол Гаугаңның астыртын көмегімен соңғы бір айда Демежанға елден де адамдар қатынай бастаған. Жақында қасына Диқанбай мен Бөкені ертіп, Бибі келіп кетті. Әйтеуір Гаугаң байғұс қараңғы түсе әлгілерді түрменің тар есігінен енгізіп алып, өз кабинетінде мұнымен оңаша жолықтырған. Бибі көзінің жасын тия алмай, қашан кетер кеткенше егіліп жылаумен болды. Сонан соң аз уақыт ішінде қатты жасып, қартайып кеткен Диқанбай екен. Демежан қараса болды, көңілі босап, аман саулық сұрағаннан басқа ештеңе айта алмады. Оған қарағанда қарт Бөке өзінің жуан сыңыр қайраттылығына басып, күш қоса жігер бере сөйлеген. Басыма мұндай іс түсті деп тым жасып кетпе, Демежан шырағым. Ат жақсысын кермеден, ер жақсысын түрмеден көр, депті бұрынғы аталарымыз. Бәлкім, болашақты болжағаннан айтылған сөз шығар.
Қамау қапас, айдау сүргін дегеніңіз өзіңде ер азаматтың ғана басына түседі. Жалғызбын, жалқымын деп ойлама. Артыңда тілеуіңді тілеген қалың бұқара халқың бар. Солар Абдыра даласында өскен ақ дәнді аузына салған сайын өзіңді алғыспен еске алады. Сол еңіреген ел жұртың, жарлы Жақыбай көп жатағың өзіңе дұғай-дұғай сәлем жолдады. Басқа қолдан келер не бар? Құдайым көлденең қатерінен, патшаның кәрінен сақтасын, деп тоқтаған. Сырттай сыр бермегенімен Бөкенің де көңілі босап, қоңқылдап тұрғаны белгілі. Қайтсын, осылай жақсы тілек айтып, қабырғасы қайысқаннан басқа қолдарынан келер дәрмен жоқ. Бәрі де жетім баладай жаутаңдап. Бұл тергеу тексерудің шеті, шегі бар ма? Сыңайы қашан босататын сияқты деп мұның өзінен сұрайды. Демежан амалсыздан: сәл шыдайық. Мені абақтыда қашанғы бағып отырар дейсің? Жазға қарай қоя беретін шығар деп оларды жұбатқан болды. Бірақ мұның бұл сөзіне Бөке мен Диқанбай иланғанымен Бибі сене қоймады. Ол күйеуінің көңіл күйін сөзінен емес, қас қабағынан, дауыс ырғағынан танып дағдыланған. Уақыт бітіп қоштасар мезгіл жеткенде байғұс әйел Демежанның мойнынан тас қып құшақтап айырылсашы. Қасындағы қарауыл шеріктен де, жол серік шалдардан да тартына қоймады. Өлім есіргі тигендей ышқына дауыс салып: білем, сен мені алдап тұрсың ғой, Демежан-ау. Жүрегім бір сұмдықты сезеді. Сені тірі қоймайды бұл жауыздар. Енді сенің алтын жүзіңді көру жоқ қой бізге. Босағаңда жатып өлейін, мені өзіңмен бірге алып қал деп зар еңірегенде Демежанның да, қасындағы қарттардың да сай сүйегін сырқыратқан. Бөке мен Диқанбай екі жақтап: қой Бибі, сабыр ет, ондай жаман ырымды бастама. Абақтыға түскен қазақтың алды-арты Демежан дейсің бе? Бұл да ер басына келген ұшық шығар. Амандық болса, әлі-ақ босанып шығады десіп, Бибіні зорға жұбатты. Бұл кездесудің ауыр тигені сонша, Демежан бірнеше күнге дейін өзіне өзі келе алмай жүрді. Кейін келген Әбдірасыл мен Диқанбайға Бибіні бұдан ары қалаға әкелмеуді тапсырған. Қазір байғұстың күні не болып жүр екен? Бибіні ойласа болды, жүрегі қан қақсап қоя береді. Ол тек Бибінің алдында ғана өзін кінәлі санайтын. Сонан кейін араға апта салып, күдері мен бабалық келіп кетті. Әзірше атқа мінер ағайыннан төбе көрсеткені сол екеуі ғана. Олар да гаугаңмен астыртын тіл табысып, қарауылдарды паралап, қараңғы түсіне жасырынып келіпті. Ел ішіндегі біраз жаңалықты Демежан солардан естіп білді. Жақында Төртуыл елінде төтенше сайлау өтіп, Демежанның орнына Үкірдайлыққа Көксегенді бекітіпті. Дәл сайлау қарсаңында ел іші тағы да жікке бөлініп, дауысқа Көксеген, Тыныбай, Ысқақ үшеуі қатар түскен екен. Матен амбы бұл жолы Көксегенді қолайлы көріпті. Бірақ сайлауға дейін әлгілердің бәрін дәмелендіріп, әрқайсысына жеке-жеке уәде беріп жүріп, Демежанды қаралайтын қағаздарға түгел мөр бастырып алған көрінеді. Күдері осы жайларды айта келіп: ел жуандарының сізге көп көргені Үкірдайлық еді. Оларын алып армандарына жетіп тынды ғой. Енді сізге ұлықтар бұрынғыдай шүйле қоймас деген әлденеге үміт арта сөйлеп: ұлықтан не қайыр сұрайсың? Қазақтың өз қолымен өзін буындырып өлтіруге келгенде бұлар алдына жан салама, деді Демежан күрсініп. Ұлықты қойшы. Бәрінен де Үкірдай, зәңгілердің жиналып басқан мөрі қиын болып тұр. Оқысаң жаның түршігеді. Маған жапсырмаған пәлесі жоқ. Басқа елдің Үкірдайлары да мөр басып па? Түгел. Бастығы Мамырбек, Тұрысбек болып, Таңғыт Көксегенге дейін тегіз қол қойған. Тек шайының ғана қолы жоқ. Бір жыл туған төледі. Қадырын жаңа білдім азаматтың. Сол жолы күдері тағы бір жаңалық хабар жеткізген. Демежанға бір септігі тиеме деп қуана аптыға тұрып айтып еді. Айтпақшы, өткен жылы сіздің ауылға барған шеріктерді соққыға жығып, біреуін мерт қылған Байсерке мен Ысқақтың жігіттері болып шықты, деген өңі балбұл жанып. Бірге барған адамдардың кейбіреуі істің мәнісін кейін түсінсе керек. Солардың өзі жұртқа жайып жүр. Бұл Демежан үшін аса қажет факті еді. Қуанғанынан күдеріні құшақтай алған. Бәсе, өзімде солай шығар деп ойлап едім. Маған құрылған қақпанның ең қауіптісі осы еді ғой. Ал сен осы деректерді қағазға түсіріп, айғақ куәлердің қолын қойдырып бере аласың ба? Ол нәрсе өзімнің де ойымда бар, деді күдері. Әуелі өзіңізбен ақылдасып алайын деп едім. Сол түнгі оқиғаның әдейі қастандықпен істелгенін растап, аяғына көп адам қол қойып, ледегі ұлыққа жіберсек пе деп отырмыз. Бұларың да дұрыс екен.
Бірақ сөз бидаға салып жүріп алмай тездетіңдер, деді Демежан тағатсызданып. Күдері мен бабалық екеуінің бұдан басқа да жасап жүрген тірліктері бар екен. Олар Рамазан Шәнішев, Ыбырай Байбатша, Мұрауыт бай сияқты қаланың беделді адамдарын орыс консулына салып, ұлыққа сол арқылы ықпал етуді ойластырған көрінеді. Консул Соков қазір Шәуешекте жоқ, Батыс Сібір шекара басқармасының шақыртуымен омбыға кетіпті. Сол келісімен жаңағы кісілер кіріп сөйлеспек. Егер орыс консулы шындап араласса, Матен амбының оны тыңдамасқа шамасы қайсы деп, жігіттер соны көңілдеріне көп аужал тұтады екен. Бұл жай Демежан көңілінде де үміт ұшқынын тұтанып, еңкейген еңсесін бір көтеріп тастаған. Содан бері қала мен даладан бірдей тағатсыз хабар күтіп жүрген жайы бар. Қазір наурыз айы туып, күн ұзара бастаған. Демежан жатқан камераға жылу мен жарық молырақ түсіп, көктемнің жақындап қалғанын сездіргендей. Кейде терезе торына шымшық торғайлар, момақан кептерлер келіп қонады. Құс екеш құста, қос-қостан жұптасып жүретін болыпты. Олар да өздеріне ұя салып, ұрпақ қалдырудың мәңгілік қамына кіріскен. Шамасы түс мезгілі болып қалған шығар. Бір кезде есік сыртындағы қара құлыптың ашылғаны, белдік темірдің салдырлап босағаны естілді. Іле-шала түрме бастығы Гаугаң мен бір қартаң қарауылдың кіріп келе жатқаны байқалды. Қолдарына шелекке салған, дастарханға ораған буыншақ түйіншектері бар. Біреулер сырттан тамақ әкелген секілді. Қарауыл көтеріп келген заттарын бұрыштағы жатаған үстелдің үстіне қойып, келген ізімен шығып кетті де, бөлмеде Гаугаң кідіріп қалды. Ал, ыстықтай тамақ алыңыз, Демежан мырза. Өзі бір дәмді тағамау деймін. Есі мұрынды жарып барады, деді ол күле тіл қатып. Кім әкелді екен, білмедіңіз бе? Оны мына хаттан оқырсыз, деп Гаугаң қалтасынан бүктеулі қағаз алып ұстатты. Хат ұйғыр досы Әсен Ажыдан екен. Ішінде қарындашпен асығыс сүйкіктете жазылған 5-6 ғана сөйлем бар. Демежанның ойда жоқта мынадай қиын жағдайға тап болғанына, үй ішімен қатты қынжылатынын, бірақ түбінде іс оңына келіп, амандықпен бет көрсетініне сенімді екенін жазыпты. Мынау ауаханның саған арнап пісірген тағамы еді. Біздің үйдің дәмі тартар мекен деп ырымдап, өзіңе әдейі жіберіп отыр, депті хаттың аяғында. Демежанның көзіне жас үйірілді. Сол баяғы шиямбының алдында тілмаш болып, мұнымен бірге қызмет істеген, кейін алым-салық мекемесіне ауысқан Әсен Ажы ғой. Демежан қалаға келгенде кейде соның үйіне түсіп, олар да қырдағы мұның ауылына келіп, жиі араласып тұратын. Үй ішімен қонақжай, қазағуар жақсы адамдар. Демек ескі достардың мұны әлі ұмытпағаны ғой. Әсен Ажы мына отырған Гаугаңмен де қызметтес болған, жақсы таныс кісілер. Әнеугіннен бері бір байқағаным, деді Гаугаң, ыдыстағы тағамдарды үстел үстіне қойып жатқан Демежанға қарап. Сізді өз туыстарыңыз ғана емес, қаладағы ұйғыр, өзбек, татар ағайындар да төбесіне көтеріп қатты сыйлайды екен. Күн құрғатпай тамаға келіп жатқандары. Кезінде оларға да көп жақсылығыңыз өткен ғой шамасы. Солардың бәрін жарылқап тастадым деуге болмас. Бірақ тіршілікте сол адамдармен де осы өзіңіз сияқты жақсы сыйласқан едік, деді Демежан. Ал, Гау мырза, сізде тамаққа келіңіз. Тоңазыған ет, табаққа салынған ыстық манты, сарымсақтап пісірген тәтті қалаш дейсіз бе, шағын үстелдің үсті сыймай кетті. Ондай ас судың соңғы кезде Демежан атына жиі келіп жатқаны да рас еді. Ауылдан Әбдірасыл мен Диқанбай кезектесіп әкелетін мол азықтың сыртында қаладағы бабалық, Ыбырай секілді таныс білістерден де апта сайын осындай сый табақтар кіріп жататын. Жалғыз адам соның бәрін жеп тауыспайды әрине. Асып қалған мол тағам көбінше түрме қарауылдарына бұйырады. Гаугаң соны еске алып, мынау қалпында бүкіл түрмені асырайтын түріңіз бар-ау, Үкірдай. Менің қарауылдарымның әбден дәнігіп алғаны сонша, сізге сырттан тамақ келе жатқанда аш иттей құйрықтары бұлғаңдатып тұрады, деп рахаттана күлді. Әрине, Гаугаң да өзін асыл текті манчур нәсіліненмін деп есептейтін. Ішкі сырын түгел ақтарып айтпаса да, жаңа әмірші Матен амыны жаратпайтыны сезіледі. Оның сібе жұртынан шығып, мынадай жоғары шенге ие болуын ақылға сыйымсыз кездейсоқтық деп біледі. Қалдайларды тұрпайы, надан деп адамсынбай отырады. Егер билік басында Матен амбы сияқты біреу емес, асыл текті манчур әкімі отырса, Демежандай азаматты бүйтіп қорламас еді. Бәрі де қалдайлардың білімсіз, дөрекілігінен туып отыр дегенді сөз арасында айтып та қалады.
Гауган қазір де өзінің тектілігіне бағып, табақтағы мантыдан бірер мәрте алды да өзге асқа сұғына қоймады. Ол манадан бері Демежанның асықты жіліктің ойынды етін қасқырша қалайша жұлып жегеніне таңдана көз салып отырған. Міне, нағыз көшпенділер әулеті деп сізді айтуға болады, деді сүйінішін жасырмай. Сізге қарап отырып, кісінің тәбеті ашылып кетеді екен. Осының бәрі сіздің арқаңыз ғой, деді Демежан. Айтыңызшы, Гау мырза, сіз адамгершілік парызын өтеп, маған жәрдем қолын созып жүрсіз. Осы қылығыңызды жоғары ұлықтар сезіп қалса, өзіңізге кесірі тиеді деп қауіптенбейсіз бе? Маған не істейді? Қиын қылса қызметімді тағы бір саты төмендетер, деп күлді Гауган. Мені Шиямбының қаһарынан құтқарып, өлімнен алып қалған өзіңіз емес пе едіңіз? Ендеше менің қалған өмірім түгелімен сіздікі. Осыдан кейін Гауган көп бөгелмей шығып кеткен. Аздан соң манағы қарауыл келіп, қалған тамақ пен ыдыс аяқты жинап әкетті. Демежан тоқ басу үшін камераның ішінде сенделіп біраз жүрді де, ақыры төсегіне барып қисайды. Жақсылық жасасаң жақынға емес, жатқа жасау керек екен ғой, деп ойлады ол жаңаға Гауганды еске алып. Айтқан сөзінде тұратын, тәрбие мектебін көрген адамдар. Асыл тектіміз десе дегендей. Ең бастысы, мінездерінде құлдық, жағымпаздық жоқ. Ал бала жастан бірге өскен, ұзақ жыл үзеңгі қағысып қатар жүрген төртуылдың атқамінер пысықтары бір рет келіп, төбе көрсетуге де жарамадау. Соны ойлауға кісілігі, мәдениеті жетпеді. Құлдықтың тақия таңбасы бастарынан әлі кетпегені ғой. Ұлыққа жақсы көрініп, шен шекпен алып қалу үшін қиын қыстау күндерде мұны бәрі сатып кетті. Құдықта жатқан құрбақалар мына дүниенің шын келбетін танып білмей-ақ өтермекен. Ана жылы Баукеспей ұры Байсерке ұрлықтан ұсталып, түрмеге түскенде бәрі тұс-тұстан шапқылап, өліп қала жаздап еді. Ал бүгін өз үкіртайларына қол ұшын беруге де жарамады. Я, айтпақшы, Байсерке олардың өз бауырлары, төртуыл екен ғой. Ал Демежанның кім екенін бір Құдайдың өзі білсін. Демек, олар бүкіл халықтың өкілі болу дәрежесіне әлі көтерілген жоқ. Адам деген ардақты атты елені бұлай тұрсын, оларды қазақ деп айтудың өзі обал. Бәрі де кішкентай төртуылдар, кішкентай керейлер. Осындай шырма шату ой құшағында жатып, Демежанның көзі ілініп кетіпті. Қанша ұйықтағаны белгісіз, салдыр-гүлдір еткен әлде бір жат дыбыстан оянды. Бір кезде есік ашылып, ішке біреулердің кіріп жатқаны аңғарылды. Демежан көзін ашып алғанымен әлі де ұйқыдан айыға қоймай, сол қисайған күйі жатқанды. Кенет босағада тұрған Матен амбыны көріп басын көтеріп алды. Қасында түрме бастығы Гауган және әнеугіннен бері мұны сұраққа алып жүрген тергеуші төрелер бар. Матен бөлменің ортасына таман жақындады да. Демежан мырза, сіз осында екенсіз ғой. Беймезгіл келіп, ұйқыңызды бұзып жіберген жоқпыз ба? Деп езуі жайылып күлді. Бұл ит тімтініп мұнда не іздеп жүр екен, деген бір оймен Демежан орнынан көтерілді. Тергеу сұрақ аяқталған сияқты еді. Матен бұған бұрын да бірнеше рет келіп кеткен, бірақ онда камераға кірмейтін. Түрме бастығының кабинетіне, не сұрақшылар бөлмесіне шақыртатынды. Не де болса жөнін білгісі келіп, Матеннің қасына таяп келді де. «Иә, әміршім, жай серуендеп жүрсің бе? Әлде мыналар сені де осында қамағалы айдап әкелді ме?» деді оған жоғарыдан төне қарап. Мұндай тіке шабуылды күтпеген Матен сасып қалды. «Қалайша? Мен шынымен-ақ қылмыскерге ұқсаймын ба?» деп иығын көтеріп күлген болды. Кім білсін, қазір қалай деп болады? Император Гуансюйдің өзі мырза қамақта отырғанда қарапайым халдайұлының түрмеге түсуіне таңданатын не бар? Мына сөзді естігенде әміршінің шашпауын көтеріп жүрген кіші төрелердің көзі шарасынан шығып адырайып кетті. Бірақ Матен сыр берген жоқ. Қайта жаны кіріп, көңіліне түскен сыңай танытты. «Көрдіңіздер ғой, мырзалар, бұл Демежан үкірдаймен сөйлесудің өзі дүниенің рахаты», деді қасындағыларға қарап. «Сіздер бара тұрыңыздар, біздің екеу ара, оңаша айтысатын әңгімеміз бар». Басқалар аяқтарының ұшымен басып, далаға шығып кетті де, іште екеуі ғана қалды. Қарауылдардың бірі сырттан екі орындық әкеліп қойды. «Отырыңыз, Демежан мырза», деді Матен сол орындықтардың біріне жайғасып жатып. «Шынында да, бір емін еркін отырып әңгімелесейікші. Өзіңіз білесіз, бұл түрме дегеніңіз тек қылмыстылар жайлаған, өте көңілсіз жер ғой.
Шынымды айтсам, осында келгенде сізден басқа сыр ашып сөйлесетін де ешкім жоқ. Мына неме бүгін тым шалқалап отыр екен. Үйіргені алшы түсіп, тағы бір жерден ұпай алып шыққан-ау, деп ойлады Демежан. Мәтеннің қатарына келіп, жаңағы орындықтардың біріне ол да тізе бүкті. Сен болсаң, қылышыңнан қан тамып, ту деген түкірігі жерге түспей тұрған мәртебелі ұлықсың. Мен болсам, қамауда жатқан тұтқынмын. Біздің арамызда қандай әңгіме болуы мүмкін? Мұндай кішіпейілдіктің керегі не? Сіз кешегі Үкірдай, бір елдің көсемі емессіз бе? Мерзімінен сәл кештеу туып қалғаныңыз болмаса, күллі қазаққа хан болатын ақ адамсыз. Итай, адамды осылай мазақ етіп қорлайтыны жаман ғой. Демежан қамауға алынғалы, оны дүреге жатқызып, не ұрып соғып қинаған ешкім жоқ. Бірақ оның есесіне Мәтен амманың анда-санда осылай келіп, тышқанды домалатып ойнаған мысықтай сөзбен шымшып, тәлкек кететіні бар. Таяқ еттен ғана өтсе, сөз сүйектен өтетінін жақсы біледі иттің баласы. Демежанның қорланғанын, ызаға булыққанын көріп, содан кәдімгідей ләззат алады. Тұтқыннан жауап алу, оның қолы бос кезіндегі ең сүйікті ермегі. Мұндайда Демежан да ештеңеден тартынбай, екеуі көбінше ашық кететін. Түрмеде жатқан қалай болады екен, Демежан мырза? Кісінің іші пыспай ма? Деді Мәтен ала көлеңке камераның ішін көзімен шолып отырып. Қызығып тұрсаң, менің қасыма келіп біраз күн жатсайшы. Абақтының не екенін сонда білесің. Бізді қойшы, біз мұндай төрт дуалға бойымыз үйренген жандармыз ғой, деді Мәтен оның сөзін елең қылмай. Сіз сияқты кигіз үйде туып, самалды салқын ауада, кең сахарада еркін өскен көшпенділерге қиын ғой. Әсіресе астына жүйрік ат мініп, қыран құс салып, ұшқыр тазы жетелеп, дүниенің қызығын белшеден кешіп жүрген сіздей адамның мынадай тар қапаста отыруы обалақ. Сізге жаным ашиды, Демежан мырза. Сіз қайткен күнде де бұл азаптан құтылуыңыз керек. Өзіңше маған ақыл айтып, жол сілтеуге келген екенсің ғой. Жоқ, шын айтам. Бүкіл қылмысыңызды мойындап, өзіңіздің оңбай қателескеніңізді айтып, өкіметтен кешірім сұраңыз. Егер шын жалбарынып өтінсеңіз, құдіреті күшті Иженханның рақымы мол ғой, кешіруі де мүмкін. Иженхан деп отырғаның кім сенің? Құсадан дертке шалдығып, бейшара, міскін күйге түскен император Гуансюй ме? Әлде Цин сарайымен бірге туған жиенінің де түбіне жеткен жесір патшайым Цыйды айтасың ба? Сізге бәрібір емес пе? Тақта кім отырса, сол Иженхан. Немене, бүкіл Цин империясы шекеңізге тар келіп тұрма? Әй, сол империяның да күлі көкке ұшып, шаңырағы ортасына түсетін кез алыс емес-ау. Мейманасы тасып, мардамсып отырған Мәтеннің бұл жолы күлуге шамасы келмей қалды. Ол жаған уайымдамай-ақ қойыңыз Үкірдай. Цин үстемдігі құласа да, сіз сияқтылардың талайын табанына салып барып құлайды. Әйтеуір, сізден гөрі өміріміздің ұзақ болатынына еш күмәнім жоқ, деді қызарақтап. Мынасым дұрыс айтып отыр, деп ойлады Демежан ішінен. Өкінішке орай, марқұм Ли Шансың сияқты мен де Маншың өкіметінің күйреген кезін көре алмай өтетін шығармын. Сонымен не істейтін болдыңыз, Демежан мырза? Өз қылмысыңызды мойындап, өкіметтен кешірім сұрайсыз ба? Әлде осы қасарысқан күйі дүниеден өте шығасыз ба? Деді Мәтен амба қайтадан жайдары қалыпқа түсіп. Маған жаққан жала күйің жұқпаған соң, енді өзімді көмекке шақырайын дедің бе зәлім неме? Басқа бір мәдениетті жұрттың өкілі болса, аймақтың әміршісіне ұлы мәртебелім деп сөйлесер еді. Сіздерге сөгіс жоқ қой бірақ. Олай деп бағынышты құлдарың айта жатар. Ал мен сенің билігіңді мойындамаймын. Демек, бұл сіздің түзелмеске бет алғаныңыз ғой. Алда өзіңізді қандай жаза күтіп тұрғанын білесіз бе? Сен мені үйтіп қорқытпа. Мен әділет жолында өлімнен де тайсалмайтын адаммын. Бекер олай деп ойлайсыз, деді Мәтен амба басын шайқап. Сіз әлі жассыз ғой, 47 жас деген не, тәйірі? Ер жігіттің нағыз толысқан шағы. Біз жақында Тұрысбек Үкірдай екеуміз сіздің ауылға барып қайттық. Әйелдеріңіз қандай? Бірінен бір өтеді. Демежан тіл қатқан жоқ. Біреу жарасының қанын шығара тырнап алғандай қан қақсап отырып қалды. Мен әлі де сізді босатып алу жағында жүрмін. Өткені өтті, енді кек құмая қойыңдар деп халдайларды да басып тастадым, деді Мәтен амба сөзін жалғастырып. Бірақ маған сіздің өз ағайындарыңыз қиын болып тұр. Үкірдай, Зәңгі, Елубасылар.
Бізді Демежаннан құтқара көр деп мөрлерін басып, жоғарыға арыз жөнелтіп жатыр. Айтпақшы, сіз төртуыл емес, керей екенсіз ғой. Олар өздерін ұзақ жыл жат біреудің билегенін қатты намыс қылады екен. Саған керегінің өзі сол емес пе? Қазақтың алты бақан алауыздығынан зиян шегіп отырмаған шығарсың, деді Демежан езу тартып. Айтпақшы, сен де манчур емес, свесің ғой. Маншың өкіметі сені қалай билік басына қойып отыр? Манчур мен све ағайынды халықтар ғой. Олар кейде бірінің орнына бірі жүре береді, деп Мәтен амбы жаны жай тапқандай рахаттана күлді. Ал мына қазақтың арасы қиын екен. Әр ру өз алдына жатқан бір мемлекет, өз шекарасынан қия бастырмайды. Мына Сұмырайдың айтып отырғаны рас. Зәлім неме қазақтың осал жерін қалай дәп басып біліп алған, деп ойлады Демежан. Мәтеннің жүзіне жиіркене қарап аз отырды да. Сен манадан бері маған артылатын ең ауыр күнәні неге ауызға алмай отырсың? Сірә, соның түбінде бір шикілік бар ау шамасы, деп келемеждей күлді. Нені айтасыз? Ұмытып қалдың ба? Әлгі Байсерке мен Ысқақтың қолымен құрбанды қашалып, біздің бақшаның ішіне көмдіріп тастайтын шеріктің өлігіше? Адам өлтіру ең ауыр қылмыс саналмайтын беді. Мәтен мұндайды күтпесе керек. Өңі қара қошқыл тартып, аузына сөз түспей мүдіріп қалды. Тек әлден уақытта. Ол жағын әлі анықтау керек. Айғақ куәлар бар ғой, тексереміз, деді тура жауап беруден жалтарып. Тұла бойын ашу кернеп, қалшылдап кеткен Демежан осы тұста өзін ұстай алмай қалды. Қарсы алдында отырған Мәтеннің жағасынан бүркіттей бүріп ұстады да, табанын жерге тигізбей тік көтеріп алды. Анау жандармен айғайлап көмек шақырмақ болып еді, оған мұршасын келтірмей күректей қолымен тамағынан қыса қойды. Дыбысыңды шығарма, иттің баласы. Әйтпесе, қарауылдарың жетіп үлгергенше жаныңды жаһанамға жіберемін, деді зекки тіл қатып. Неткен арам, не деген су айтедің оңбаған Сұмырай. Тұрған бойың толған нәжіс, нағыз мерез екенсің ғой. Осыдан кейінде адаммын, ұлықпын деп жер басып жүрсіңдер. Іріп шіріген маншыңның ең соңғы өлексесі. Жұртына байлап кеткен бұралқы төбетісің сен. Ал намысты неме болсаң жарылып өліп кетші әне. Сен ит, алдыңда кім отырғанын ұмытқан екенсің. Бәлем, осы тұрған жеріңде доқалдайдың артқаяғын құштырып, мына шұбатылған айдарыңды тұтамдап тұрып жұлып алайын ба? Жоғал көзіме көрінбей. Бұдан кейін бұл жаққа аяқ басушы болма. Тфу, қандай жиіркеніштедің деп ұлықтың алқымынан қолын босатты да бетіне былш еткізіп түкіріп жіберді. Манчур Қытай салтында бетке түкіру таяқпен ұрғаннан әлде қайда ауыр. Ол абыройдан айырылып, біржола қарабет болғанның белгісі. Есеңгіреп қалған Мәтен дереу қалтасын сипалап, қолына ештеңе түспеген соң шұбатылған жіпек шапанының жеңімен бетін сүртті. Бұл жолы Демежаннан оңбай жеңілгенін сезіп тұр. Бірақ қанша сүрткілесе де бетіндегі қара таңба енді қайтып тазармастай мәңгі қалып қойғаны анық еді. Енді тірі қалам деп ойлама. Сенің тағдырың менің қолымда, деді Мәтен есік алдына барып алған соң айбат шегіп. О, саған тағы тіл бітейін деді ме? Бергелші өзің, деп Демежан тап берген. Доңайбатын сыртына салып, жай жүнін қорбитып жүргені болмаса, Мәтен жаратылысынан сұмдық қорқақ болатын. Есіктен лып етіп қалай шығып кеткенін бұл тіпті аңғармайда қалды. Түрме камерасында өткен сол оқиғадан бері 2-3 айдың жүзі болды. Әр қайсысы жылға бергісіз таспақадай тұрмысқан ұзақ айлар. Бұл уақыт түрмеде жатқан тұтқыннан гөрі Мәтен амбының жанына қатты батып еді. Күн өткен сайын әміршінің жүйкесі жұқарып, ұйқы күлкіден айырыла бастаған. Көзі ілініп кетсе болды, түсіне Демежан кіреді. Әлде бір әлуетті қолдар алқымын сығып, буындырып жатқандай қара терге түсіп шошып оянады. Күнде жатар алдында бұрышта тұратын қуыршақ құдайына сыйынып, қанша жалбарынса да осы бір халден арыла алмай-ақ қойды. Қасында ақсазандай керіліп жатқан маху сұлуға да бұрылуға мұршасы болмай, аз күннің ішінде аурудан тұрғандай жүдеп кетіп еді. Мәтен амбы қанша асыққанымен Демежан ісі әлі сол күйінде қозғаусыз жатыр. Бұл оның бар қылмысын хатқа түсіріп, аяқ жағына бүкіл үкірдай зәңгілердің мөрін бастырып, құлжаға жөнелтіп жібергеніне де міне бірнеше айдың жүзі болды. Содан әлі хабар жоқ. Мұндағылар Демежанға өлім жазасын сұрағанды. Ал бұндай ауыр жазаны тек өлкедегі үлкен ұлықтың өзі бекіту керек.
іле жаңжыңы шығыс Түркістанға жаңадан келген, ел жағдайын жетік білмейтін қорқақтау адам еді. Сірә сол өзінше сақтық істеп, істі әдейі кейінге созып отыр ма, кім білсін. Көңіліне бір тоқ санайтыны, үкірдай зәңгілер Демежанға сырттай жауыққанымен, жеме-жемге келгенде тайқып кетеме деп қорқып еді. Жоқ, олай болмады. Мансап десе ішкен асын жерге қоятын, ұлықтың ыңғайын баққыш ел жуандары жеке-жеке ұрланып келіп, үкім арызға мөрлерін басып берді. Кейбіреулері өздері келмей, арнайы барған Байсерке ысқақтардан мөрін беріп жіберіпті. Тіпті құрыса, өз қолымыз таза қалсын деп далбасалаған түрлері. Тек Мәмбеттің үкірдайы шайы ғана мөрін беруден бас тартқан. Арыстан туған Демежанның халық үшін қандасып, жұрт үшін жарғыға түскеннен басқа жазығы бар ма? Екеуміз бір жылы туған төледік. Нақақ қанға қолымды матырып, обалына қалар жайым жоқ деп, мөрін өзі де баспай, сөзін тыңдайтын кейбір зәңгілерді де айнытып тастапты. Содан бері шайы үкірдайға Мәтеннің тісі басулы болатын. Қол астындағы жандарм басқармасына шайының атасы 30-шы биден бастап, арғы бергісін қазбалауды тапсырып та қойды. Қазір ел ішінде өріп жүрген жансыздар арқылы шайының папкасы да қалыңдай түсіп еді. Басқасы ештеңе емес-ау, Матен амбыға бәрінен де мына Демежанның әуресі қиынға түсіп тұр. Күн озған сайын оған құрған тұзағы үзілуге айналып, жайған торы сетінеп барады. Демежанды тіл тартқызбас деген ең ауыр қылмысы ауылына барған шерікті өлтіруі еді ғой. Уақыт өте келе, оның да шикісі шыға бастады. Қазақтың аузына сөз тұра ма? Шерікті мүрдем кетірген Демежан емес, Ысқақ пен Байсеркенің жігіттері екенін сол түнгі жорыққа қатысқан адамдардың өздері ақ жұртқа жайып жүрген көрінеді. Ал ел ішінде Демежанды жақтайтын кейбір кісілер соларды куәға тартып, іле жаңжыңына арыз жөнелтіпті деген сөз бар. Егер ол факты анықталса, Матеннің өз жағдайы қиынға айналмақ. Өздерінің қандас бауыры Демежанды сатқан Ысқақ пен Байсерке мұны аяр дейсің бе? Қатты қыспаққа алып сұраса, соның бәрін ұйымдастырып жүрген Матеннің өзін ұстап берері хақ. Апырай, алдартын ойламайтын неткен ақмақ еді. Соларға сеніп, одақ құрып жүрген мұның өзін де атып өлтіретін кісі жоқ. Демежан қазір Матеннің мойнына байланған тас секілді. Тезірек көзін құртып құтылмаса, өзімен бірге мұны да су түбіне ала кетуі мүмкін. Биыл жаз ерте шыққанды. Мамыр айы туысымен ыстық түсіп, аспаннан бір тамшы жаңбыр жаумай, тіршіліктің тандыры тартылып тұр. Әсіресе айналасы биік дуалмен қоршалған Жамбылдың іші тіпті қапырық, не өпеткен жел соқпайды. Үміт пен күтік аралас неше алуан ойдың құрсауында отырған Матен амбы тынысы тарылғандай одан ары қапалана түседі. Ыза мен ыстық қабаттасып, зықысын кетіргені сонша, үстіндегі көлкілдеген жібек желеңін шешіп, бір бұрышқа атып ұрды да, піл сүйегінен істелген желпуішке жармасты. Дәл осындай қиын қыстау кезеңде ішке өзінің көмекшісі, жас сібе жігіті кіріп, құлжадан келген құпия пакетті ұсынғанда, Матен амбының қандай күйде болғаны айтпаса да түсінікті. Есі шығып қуанғаны сонша, пакетті қолына алған соң, салт бойынша Бежін қаласы орналасқан түстік шығысқа қарай тәжім етуді де ұмытып, бірден ашып оқуға кіріскен. Бірақ үміті ақталмады. Оқыған сайын қаны қашып бозара түсті. Демежанды дарға асу туралы дайын үкімді оқимын ба деп дәмеленіп еді. Оның орнына бұған арты күмәнді көп машақат жұмыс тауып беріпті. Мамыр айының 20-сында Демежан жөніндегі арыз шағымдарды тексеруге Құлжа қаласынан заң істерін басқаратын үлкен сановник шығады. Сол шәуешекке барып, жергілікті орында іспен танысқан соң, кесімді соңынан бірақ айтады, делінген құпия хатта. Мә саған керек болса. Тілеп алған аурудың емі табылмайды дегендей өзіне де сол керек. Халдайлардың жыртысын жыртам деп, айдалада жүрген қырғазағы Демежанмен айқасып, не жыны бар еді? Бұл ақыл білсе, о баста соны бауырына тартуы керек еді ғой. Демежанды ұзақ жыл қолға ұстап келген шиямбы ақмақ дейсің бе? Сол кәрі тарлан бірдеңені білген ғой. Матен амбы от алып қамысқа түскенде қатты қапаланды. Іледе отырған ұлықтардың солқылдақтығына, жетесіздігіне ыза болған. Бірнеше айдан бері сөз бидаға салғаны аз болғандай, енді оны жаз бойы бітпейтін, ұзын сонар жырға айналдырмақ қой. Бүйтіп өздерін де, мұндағы елді де әуреге салғанша, үкім арыздың шетіне,
Өлім жазасы берілсін деген үш сөзді жаза салуға батылдары жетпегені ме? Содан бүліне қоятын не бар? Не деген бос белбеу, не деген ес алмас кешше еді. Осыдан кейін бұл өкіметті кім басынбайды, кім төбеңе шығып ойнақтамайды. Осы сәт оның көңілінде неше алуан күдікті ойлар қылаң берді. Әлде жоғары жақта отырғандардың бұл жолы Демежанға емес, мұның өзіне шүйілетін ойы бар ма? Бұл тарбағатайға әмірші боп бекігенде қызғаныштан іші күйгендер, тіпті ашық қарсы шыққандар да көп болған. Тек Астанадан әкелген жесір патшайымның бұйрығын бұза алмай амалсыз көнгенді. Әлде сондайлар жаңжыңның басын айналдырып, Мәтенді сүріндіру үшін әдейі тырнақ астынан кіріздеп отыр ма екен? Солай болуы да мүмкін-ау. Қалай болғанда да жақсылық емес әйтеуір. Егер тексеруші ұлық Мәтенге тісін басып келетіні рас болса, онда көп қойманың беті ашылады. Тергеу тексеру кезінде Демежан да, айғақ куәлар да сұраққа тартылмай қалмайды. Ал Демежанға сөз тисе, ұлықтың басын шыр айналдыруға оның тілі жетіп тұр. Басында бәрі ап-айқын, оп-оңай сияқты еді. Қалай қиындап кетті бұл дүние. Жоқ, бүйтіп қол қусырып қарап отыруға болмайды екен. Өршігелі тұрған өрттің алдын алу керек. Ең абзалы тексеруші ұлықты бұл аймаққа келтірмеу. Демежанмен де, өзге айғақ куәлермен де тілдестірмеу. Бірақ бүгін ертең жолға шыққалы тұрған ұлықтың алдын қалай тосарсың? Енді тек осындағы ел жуандарын шошытып алмай, өз сөздерінде тұратындай етіп дайындағаннан басқа амал жоқ. Ең тиімдісі келетін ұлыққа қазақтардың өзін қайрап салу. Жеке бұл ғана емес, үкіртай зәңгілер де өз бөрлері үшін жауап беруге тиіс қой. Солар сөзінде нық тұрса, Мәтенге бәлендей салмақ түсе қоймас. Ал келе жатқан ұлық кім? Мәселе сонда. Хатта жазылғанындай жоғарғы сановник дегеніне қарағанда, ол ішкерден келген дөкелердің бірі болуы да мүмкін. Кімде болса, оны осы қалада күтіп отыруға болмайды. Аймақ шекарасына ілінбей тұрғанда бірнеше күншілік жерден қарсы алу керек. Ұлықтың аужайын ел ортасына келмей тұрғанда аулақта түйген жөн. Оны күтіп алуға әрине Мәтен жалғыз бармайды. Осындағы төрт уылдың атқа мінерлері мен бүкіл үкірдай зәңгілерді түгел ертіп алады. Олар өз арыздарын мұнда емес, сол жақта, жол үстінде айтатын болсын. Кім біледі, сәті түссе, жол Керей жайлауының үстінен өтеді ғой. Ана жылы мұның өзін қарсы алған бекетке көп үй тігілсін деп Мамырбек төреге осы бастан хабарлау керек. Мамырбек сенімді адам, ол бәрін де реттейді. Сол сағаттан бастап Мәтен амбы өлкеден келе жатқан ұлықты қарсы алудың қамына кірісті. Және бұл дайындықты ел жұртқа дабыраламай, өте құпия түрде жіңішкелеп жүргізуге тырысқан. Арада бір жұма өткенде ат төбеліндей іріктелген шағын топ Керей ішіндегі бір жиынға қатысамыз деген сылтаумен Шәуешектен елеусіз аттанып кетті. Ал бұл кезде Құлжа қаласынан шығып Шәуешекке қарай бет алған князь Дуань ұзақ жолдың тең ортасынан енді ғана асып еді. Бұл өлкеге жақында келген мәртебелі князь басында ел көру, жер көру мақсатында. Әрі ұлықтардың кеу-кеулеуімен осы сапарға шығуын шығып қалса да, жол азабы жанына батқан сайын өзінің желөкпе жеңілтектігіне іштей өкініп келе жатқанды. Күн болса, әуе айналып жерге түскендей ыстық. Жоңғарияның елсіз, сусыз шөл даласы таусылар емес. Әлде алғашқы арынның басылмаған кезі ме? Жолдың бірінші жартысы білінбей тез өткен сияқты еді. Елді мекендер жиі орналасқан, бау-бақшалы салқын саялы Ли өңірі оған көп қиындық келтірген жоқ. Одан бері ерен қабырғаның батыс сілеміне ілініп, биік асуға көтерілген кезде де князь Дуань бәлендей қинала қоймады. Қайта тау іші, әсем табиғат көріністері көздің жауын алып, көңілін желпіндіре түскен. Талқының кезеңінен асып, биік тау үстіндегі жап-жасыл сайрам көлдің жағасына келгенде, ұлықтың мүлде есі шығып кетті. Табиғаттың арда сұлулығын қиып кете алмай, көл жиегіне шатыр тіккізіп, бір-екі күн демалды. Жолдың нағыз қияметі таулы өлкені артқа тастап, Тақия қаласынан өткеннен кейін басталды ғой. Айнала көз жетер жерге дейін бұдырсыз құмайт дала. Керуен сарайы аталатын бекеттерге мерзімінде жетіп жығылмасаң, жол жөнекей су тауып ішудің өзі өте қат екен. Сөйтіп Құлжадан шыққандарына 10 шақты күн өткенде Шиху шаһарына өліп талып зорға жетіп еді. Қала деген аты демесең, бұл да ойпатқа орналасқан аса қапырық ыстық жер болып шықты.
Дегенмен сол қалада бірер күн демалып, жергілікті өкіметтің сый-сияпатын көріп, жан шақыруға тура келген. Азапты ұзақ сапарды қайтадан жалғастырғаны бүгін ғана. Білетіндердің айтуынша, баратын жерлері әлі алыс, Шәуешекке дейін кемінде 400 шақырымдай жол жүру керек көрінеді. Князь Дуаньның бұл жүрісінің өзі жинақы, жеңілде емес, әлденеше көліктер тізбегін құрайтын ұзақ салқар көш тәрізді. Ең алда көсемдеп 3 ат жеккен. Үстінде жібек шатырлы балдаханасы бар, қос доңғалақты дашай арбада мәртебелі ұлықтың өзі келе жатыр. Оның соңында күзет әскері мен балдахана көтеретін жүкші құлдар орналасқан. Жол шатырлары мен азық-түлік тартқан, ат жемін тиеген тағы бірнеше арбалар бар. Қос-қостан жегілген, шетінен семіз, күйлі аттарды сар желдіріп, жер өндіріп, қатты айдап кетуге болар еді. Бірақ император әулеті саналатын мәртебелі Манчжур бекзадасына ондай асығыс, суыт жүріс жараспайды. Сән салтанатты бұзбай, біркелкі мимырт аяғымен баяу жылжып отыруы керек. Мұның сыртында жүргіншілердің жүгін ауырлатып, жолын бөгейтін тағы бір қосымша машақат бар. Елді қоныстардың, қыстақ ауылдардың тұсынан өткенде, арба үстіндегі ауыр балдахананы жерге түсіріп, бекзаданы 10 шақты адам жаяу көтеріп жүруі шарт. Тек ел көзінен ұзаған соң ғана қайтадан көлікке отыруға болады. Онда да амалдың жоқтығынан, жолдың қашықтығынан. Жол жөнекей қалаларға соққанда, балдахананы сол қаланың жергілікті ұлық төрелері көтереді. Шихуға келгенде де солай болды. Бүгін шағын қаланың кішкентай төресімақтары князь Дуаньды көш жерге дейін көтеріп келіп, жаңа ғана қош-қош айтысып ұзатып салғанды. Осылайша салтанатты шерумен қападан ұзап шыққанша, жаяу шұбырған жүргіншілер енді ғана көліктеріне қайта отырып, аздап тыныс алған кездер еді. Князь Дуань 40-қа жасы жаңа ілінгеніне қарамастан, денесі ашыған қамырдай қабарып тұратын, былқылдаған ақ бүрте семіз кісі еді. Өмірі күн тиіп, жел қақпаған аққұба, балғын жүзі қазір ыстықтан быршып, күреңіте түсіп, жібек күркелі балдахананың ішінде көзін ашып жұмып зорға отыр. Үстінде бірінші дәрежелі сановник екенін білдіретін, екі өңіріне тырна бейнесі зерленген, мол пішілген жібек желең, айдарлы басына жақұт тасты шошақ төбелі айыр қалпағы бар. Жібек желеннің ұзын жеңінен зорға көрінетін сояу тырнақты қос қолынан желпуіші түспей дамылсыз желпініп келеді. Қапырық ыстықта тілі аузына симай, шөл қысып бара жатқан соң, қасында тұрған жез шөлмектен қайнаған су құйып ішті. Іш пыстыратын ұзақ жолда қиялдан басқа серік жоқ. Қазір князь Дуаньның өзі мұнда отырғанымен, ой қиялы Астанадағы сәнді сарайларды шарлап жүр. Кейде өзінің осы халін әжуалағандай, езуін қисайта жымиып күліп қояды. Сонау алыс бежіндегі алтынмен апталып, күміспен көптелген император сарайы мен осынау күн қақтаған жоңғар даласының арасында қандай байланыс болуы мүмкін? Соған таңданады. Тағдыр шіркіннің адам баласына жасайтын зорлығы көп екен ғой. Қолында құдіреті барлар бұдан құтылғысы келіп, зеңбірекке салған доптай шымырата атып жіберіп еді. Бұл байғұс бұрын атын естігені болмаса, түсіне де кіріп көрмеген шалғайдағы шығыс Түркістаннан бір-ақ шықты. Қазір оның мына түріне қарап, князь Дуаньды күні кеше Цин сарайында алшаң басып жүрген жоғары шенді сановник деп кім айтар? Қаршадайынан император Гуаньсюймен бірге өскен, бір үстелден ас ішкен бекзада, асыл текті император әулеті деп кім айтар? Манчжурлер үстемдік еткен Цин династиясы билік құрып тұрғанына міне 264 жыл болған екен. Содан бері атадан балаға мирас болып келе жатқан алтын таққа 9 император отырыпты. Солардың ұл қызынан бұтақталып өрбіген ұрпақтың өзі қазір 6 мыңға жетеді. Ал князь Дуань сол 6 мыңның жай ғана біреуі емес, қазіргі император Гуаньсюйге 4 атадан қосылатын ең жақын туысы. Мұның әкесі де, атасы да өздері таққа отырмағанымен, Цин сарайының тірегі боп келе жатқан білікті адамдар болатын. Осыны ойлағанда, князь Дуань өз тағдырына шағынғандай іштен тына қалтырай күрсінді. Көз алдына жесір патшайым Цидың қанын ішіне тартқан сұп-сұр бейнесі елестеді. Сарай маңындағы басқа да көп сановниктер сияқты бұл да оны бала жасынан жек көруші еді. Бірақ амалғанша бір ауыз қарсы сөз айтуға дәрмені жоқ. Мінеки, сол қолдан тайып кетіп еді, ақыры не болды? Шығыс Түркістанның құла дүзіне қаңғыртты да жіберді. Япырмай,
Отқа салса күймейтін, суға салса батпайтын, мұндай да жұлдызы оңынан туған әйел болады екен. Император Сяньфанның кешегі канизагы күйеуі өлген соң талай бақталасының басын жойып, 27 жасында билік басына келіп еді, міне, 45 жыл бойы табан аудармай тақта отыр. Небір аузымен құс түстейтін, азуы 6 қарыс сановниктер еркек бастарымен осы бір шүйкедей әйелге шамалары жетпей-ақ қойды. 1862 жылдың көктемінде император Сяньфань қайтыс болып, оның орнына 6 жасар ұлы Тунжи таққа отырғанда оған ешкім таңданған жоқ. Өйткені ол өлген императордың бірден-бір мұрагері болатын. Ал мұрагердің шешесі Ци сарай салты бойынша регентша, бас уәзір болып тағайындалды. Бірақ Тунжидің өмірі ұзаққа барған жоқ. Небәрі 19 жасында артына ұрпақ қалдырмаған күйі көк тәңірісіне сапар шекті. Дәл осы тұста жесір патшайым Цидың билік басынан таятын ақ жөні бар еді. Жұрттың бәрі солай деп ойлаған. Жоғарғы ақсүйектер кеңесі император Сяньфанның өзге баласы жоқ болғандықтан, оның ағасынан туған немере інісі, 20 жасар Пу Лунды тақ иесі деп ұйғарып та қойған. Бірақ керегіне, жесір патшайым олардың бұл жоспарын іске асырмай тас талқанын шығарды. Күшпен тізеге салып отырып, император Сяньфанның інісі ұлы князь Чун мен өзінің сіңілісі Дефаннан туған 4 жасар Гуаньсюйді тақ мұрагері етіп тағайындады. Ал жесір патшайым сол бұрынғыдай өз жиеніне регентша болып қала берді. Қазір сарай маңында Гуаньсюй туралы таққа жылап келіп отырған император деген сөз бар. Олай дейтіні, тақ мұрагерін 4 жасында ата-анасының бауырынан күшпен ажыратып, алғаш сарайға алып келгенде ол «Мен император болғым келмейді, мені мамама жіберіңдер» деп қолдаяққа тұрмай жылап, үйіне қарай қашқан көрінеді. Бәлкім сонда сәби жүрегі бірдемені сезді ме? Ол байғыстың да бүкіл өмірі нағашы апасының езгісінде қайғы қасіретпен өтіп келе жатыр ғой. Князь Дуаньның император Гуаньсюйден 2 жас үлкендігі бар. Бірақ соған қарамастан, екеуі сарай маңындағы бекзадаларға арналған мектепте бірге оқыды. Гуаньсюй жасынан дімкәс, ілмеген арық бала болатын. Оның үстіне ата-анасының бауырынан ерте ажырағандікі ме, оқуға ынтасыз, тым беймаза, тентек болды. Мұғалімнің тапсырмасын орындау қаперіне де келмей, класта өзінің ойыншықтарымен әуреленіп отыратын. Салт бойынша сабақ оқымайтын тәртіпсіз шәкіртке дүре соғылуға тиіс еді. Мұғалімдер қанша тістерін қайрағанымен болашақ императорды жазалауға батылдары жетпей, оның орнына дүреге кезекпен басқа балаларды жатқызатынды. Бала кезінде князь Дуань да көктің ұлы Гуаньсюйге арналған бамбук таяқтың дәмін талай татып көрген. Тағдыры маңдайына жазған сол ащы сордан бұл әлі күнге дейін арылған жоқ. Император Гуаньсюйдің басына бұлт үйірілсе ақ болғаны, оның арқасына ылғи да әңгір таяқ ойнаумен келеді. Император Гуаньсюй тақ иесі деген аты болмаса, нағашы апасының шеңгелінен өмірі босап көрген жоқ. Жетесіз, ынжық неме тым құрыса, өзінің болашақ әйелін де еркімен таңдап алмадау. Князь Дуаньның әлі күнге дейін есінде. 1888 жылы қазан айында 17-ге толған мұрагерге қалыңдық таңдау салтанаты өтіп жатты. Бұл ең соңғы, 3-ші сұрыптау болатын. Бұл таңдауға сұлулардың сұлуы деп іріктеліп алынған манчжур ақсүйектерінің 30 қызы қатысты. Қолдарындағы тақтайшаға аты жөні, ата тегі, жасы жазылған арулар алтын тақта қатар отырған жесір патшайым Ци мен мұрагер Гуаньсюйдің алдына келіп бір-бірден көрініс берген. Әттең дүние, кімдер жоқ дейсің бұлардың арасында? Үлде мен бүлдеге оранған не бір қарақат көз, қыпшабел сұлулар, болашақ императордың көңілі қайсымызға ауар екен деп бұрала басып өтіп жатты. Ол баста жас мұрагердің назары басқа бір қызға түсіп еді. Бірақ онысынан ештеңе шықпады. Өйткені жесір патшайым оған деген қалыңдықты күні бұрын ойластырып қойғанды. Жаңағы 30 қыздың арасында Цидың туған ағасы генерал Гуй Сяньның қызы Лун Юй Бикеш те бар тұғын. Ол асып бара жатқан ештеңесі жоқ, орташа ғана өңі бар. Жай қатардағы көп қыздардың бірі болатын. Жесір патшайым мұрагердің өзінше тулап қарсыласқанына қарамай, ақыры оны сол Лун Юйге үйлендірді. Соның артынан көп кешікпей 1889 жылдың көктемінде 18-ге толған император Гуаньсюй ресми таққа отырды.
Жас императордың өз тізгіні өзіне тигендей, жесір патшайым біраз уақыт биліктен шеттетілген сияқты болып та көрінген. Император Гуаньсюй реформашы Кан Ювейдің ықпалымен мемлекет басқару ісіне кейбір өзгерістер енгізбек болып та талаптанған. Сол жылдары императорды қолдаған жаңашыл жастар қатарында осы отырған князь Дуань да бар еді. Бірақ ол дәурен ұзаққа созылмады ғой. Генерал Юань Шикайдың сатқындығынан реформашылардың сарай төңкерісін жасау жөніндегі бар құпиясы әшкере болды да, жесір патшайым бар билікті қайтадан өз қолына алды. Міне, император Гуаньсюйдің мырза қамаққа алынып, қатаң бақылау астында отырғанына да 10 жылға жуықтап қалыпты. Байғұс құсадан ауруға шалдығып, қазір күн өткен сайын сарғайып, сөніп бара жатыр деген сөз бар. Ал 73 жастағы жесір патшайымды өткен жылы паралич соғып, бет-аузы қисайып кетті деп еді. Бірақ олмыстан император Гуаньсюйді жалмап жұтпай тұрып, одан бұрын өле қоймас. Князь Дуань жесір патшайым Цидың сарайдағы сұмдықтарын еске алса, осы күнге дейін арқасынан сұп-суық тер шығады. Дүниеде мұндай да қолы қанды, жолы зарлы адам болады екен. Осы бір әйелдің қолынан қаншама жазықсыз жандар о дүниеге аттанды. Ол өз билігіне қауіп төндіреді-ау деген адамдардың бәрін аяусыз құртып отырды. Ци ең алдымен өзінің күндесі император Сяньфанның заңды әйелі Цяньның көзін жойды. Өзінің туған келіні император Тунжидың әйелі Алтуэ күйеуінен 2 қабат қалып еді. Болашақ мұрагердің дүниеге келуіне мүмкіндік бермей, сорлы әйелді у беріп өлтірді. Өйткені Алтуэ ұл табатын болса, ол заңды түрде мұрагердің регеншасы деген атақ алып, Цидың сарайдан шығып қалуы мүмкін еді. Жесір патшайым өзінің қастандық әрекеттерін бас әтек Айн Дэхай мен Ли Лянин арқылы жүзеге асырып отырды. Ал император сарайында не көп, піштірілген әтек құлдар көп. Ци билік басында отырған кезде сарайдағы әтектердің саны 3000-ға жетті. Түгелімен дерлік Қытай ұлтынан шыққан бұл мүгедек жанкештілердің бойында қалыпты адамдарға деген аяусыз өшпенділік жатушы еді. Олардың қолына шексіз билік берілгені сонша, жаңағы Айн Дэхей мен Ли Ляниннің алдында жоғарғы сановниктердің өзі дірілдеп тұратын. Жесір патшайымды көңілі түскен еркектермен жалғастыратын да сол әтектер. Я, Ци ханым өмірдің ләззатын бір кісідей-ақ татып бақты ғой. Ол алтын тақта әулиемсіп отырып ақ 2 мәрте некесіз бала тапты. Біреуін өзінің ежелгі ашнасы генерал Жун Луден, екіншісін Бейжің театрының әншісі жас жігіт Яо Баошаннан тапты деген сөз бар. Бірақ сол екеуінің де жымын білдірмеді ғой. Көп замай жаңағы әншінің де, одан туған нәрестенің де көзін жойып жіберді де, ал генерал Жун Луден туған қызы әкесінің қолында бой жетіп өсе берді. Ақыры ол қыз да далада қалған жоқ. Осыдан 5-6 жыл бұрын император Гуаньсюйдің інісі екінші ұлы князь Чунге ұзатып, құтты орнына қондырып та қойды. Жесір патшайым Ци уақытының көбін жаздық сарай Ихеуаньда өткізеді. Оның туған күні Астанада жыл сайын үлкен мереке болып тойланады. Сол күні жаздық сарайға 10 000 кептер ұстап әкелініп, жесір патшайымның ұзақ өмір сүруі үшін қолдан ұшырылады. Ал сарайда тұратын ондаған суретші неше жылдан бері жесір патшайымды әр қырынан бейнелеп бітіре алмай келеді. Сонан кейінгі бір ермегі айырым бөлмеде сақталатын асыл тастар, әр түрлі әшекейлер. Мұнда арнайы қорапқа салынған лағыл, меруерт, жақұт гауһар тастардың 6000-дай түрі бар. Кейде көңілі түскен қонақтарына соларын көрсетіп тамашалайды. Бір бөлмеде дүние жүзінде жасалған сағаттар коллекциясы. Сол сағаттар алуан түрлі үн шығарып, жесір патшайымның ақтық минуттарын санайды. Бейжіңнің батыс солтүстігіндегі әсем табиғат аясына алтынмен аптап салдырған мавзолейдің де өз иесін күтіп тұрғанына әлденеше жыл болды. Сірә жесір патшайым өзінің де, император Гуаньсюйдің де ұзаққа бармасын сезетін болуы керек. Жақында болашақ тақ мұрагерін де алдын ала белгілеп қойыпты. Император Гуаньсюйде бала жоқ. Ал бұдан кейінгі Цин тағының иесі кім болады дейсіз бе? Жаңағы Цидың некесіз қызынан туған 2 жасар жиені Луи. Ал баланың әкесі ұлы князь Чун бас уәзір регенша болып тағайындалыпты. Әрине, князь Дуань дәл қазір өз көзімен көрген, жақсы білетін жайларын ғана еске алып отыр ғой. Болашақты кім болжай алған?
Осыдан тура 6 ай өткенде, яғни 1908 жылдың 15 қарашасында жесір патшайым Цидың де бұл өмірмен қоштасатынын, бірақ өзі жан үзерден бір күн бұрын император Гуаньсюйге у бергізіп өлтіретінін ол қазір білген жоқ еді. Жалғыз жесір патшайым Ци ғана емес, бүкіл Қытайды 3 ғасырға жуық билеген Цин династиясының да небәрі ұшақ жылдық өмірі қалғанын қазір мөлшерлеу қиын еді. Сол сияқты жаңағы өзі менсінбей отырған Лу И атты 2 жасар бала Сюаньтунь деген девизбен Маншыңның ең соңғы императоры атанып, 5 жасқа толмай тақтан мәңгі таятынын, кейін ол ержете келе жапондардың қолына өтіп, 15 жыл бойы қиыр шығыстағы Манчжуга аталатын қуыршақ мемлекетті басқарып тұратынын дәл қазір князь Дуань қайдан білсін. Ал осыдан 20 жыл өткенде жесір патшайым Цидың моласының басында сұмдық оқиға боларын да әзірше ешкім білген жоқ еді. 1928 жылдың жасында Гомидан армиясының генералы Сунь Дяни әскери жаттығу өткізем деген сылтаумен сол маңайға баратынын, мавзолейдің астын кеулеп жесір патшайымның табытын тонайтынын, сөйтіп жалпы сомасы $750 миллион тұратын асыл тастарды үптеп кететінін, ал 45 жыл бойы табан аудармай тақта отырған дүниеқоңыз Ци тағдырдың тәлкегіне ұшырап, ақыры өз қабірінің басында жалаңаш қалатынын кім болжай алған. Князь Дуань бір сәт қиял дүниесінен селт етіп оянғандай бүгінгі болмысқа қайта оралды. Борпылдаған шаңды жол қанша жүрсең таусылар емес. Жүргіншілер борбастау келген шөл далаға барған сайын ішкерлеп ине түсіпті. Жолдың 2 қапталында шанжау өскен жыңғыл мен жиде, алыстан сағым көтеріп, ормантай ұлғайып көрінетін шоқ-шоқ тораңғы тоғайынан өзге көзге түсер ештеңе жоқ. Түстіктегі ерен қабырға сілемдері бірте-бірте алыстап, мұнарға батып қалып барады. Ал бұлардың маңдай алдында көкжиекпен астасқан тағы бір көгілдір белдеу бар. Шамасы майлы жайыр таулары болуға тиіс, бірақ ол да бүгін ертең жеткізе қоятын жер емес. Маншың төресі әлденеден тағатсызданғандай портфелінде жатқан Шығыс Түркістанның картасын алып қарады. Шихудан шыққан соң күншілік жерде Шепейзі деген тағы бір бекет бар екен. Соның дәл қасынан Жырғалаң өзені ағып өтеді. Бүгін кешке қарай сол өзен бойына жетіп жығылса да жаман болмас еді. Мына ыстықта одан басқа жерден пана табу да қиын болар. Жергілікті жұрт осы маңай жөнінде тозақ жетеу, Шепейзімен 8 дейді екен. Сол сөз тегін шықты дейсің бе? Бүгін таң атқалы князь Дуаньды әлденені сылтауратып, осы арадан кейін қайтып кетсем бе деген бір ой мазалап келеді. Шынында да, денсаулығым көтермеді, ауырып қалдым деуіне болады ғой. Бірақ олай өтірік айтуға ақсүйектік намысы жібермеді. Неде болса, ілгері жылжи беруден басқа амал жоқ. Шәуешек осыдан тура 1,5 ғасыр бұрын Цин армиясының атының тұяғы жеткен жер ғой. Бұл да бірдеме ғып жетер. Тағдырдың тәлкегі деген осы екен. Бұрын тек картадан ғана көріп, империя елігіне кейін қосылған жерлерге жай мақтанышпен қарағаны болмаса, күндердің күнінде Жоңғарияның шөл даласында өстіп сандалармын деп кім ойлаған? Мұны әдейі жазасын тартсын деп жіберді ғой, бұл меңіреу түкпірге. Ендеше бәріне төзуге тура келеді. Бұрыннан реформашылар жағында жүрген князь Дуань осыдан бірнеше жыл бұрын ішкі өлкелерде ехетуаншылар көтерілісі бұрқ ете қалғанда соларға тілектес болғаны рас. Жеке бұл ғана емес, жыл сайын қабындап бара жатқан шетел капиталының қыспағынан құтылу үшін көтерілісшілерді сановниктердің көбі-ақ қолдап шықты. Тіпті халық қаһарынан қаймыққан жесір патшайымның өзі де не істерін білмей екіұдай күйге түсті. Бастабында шетел адамдарын жаппай қыруға бұйрық беріп, мәселені асқындырып жіберген сол мыстанның өзі емес пе еді? Кейін жағдай өзгергенде бұлт етіп, бұрынғысына мүлде қарсы бағыт ұстады. Не керек? Осында 200-ді тұрлаусыз саясаттың салдарынан көтеріліс жеңілді ғой әйтеуір. Цин өкіметі шетелдіктерге 100 миллиондаған лянь айып төлеп кешірім сұрауға мәжбүр болды. Бірақ әбден асқынып алған еуропалықтар оны да қанағат тұтпады. Кезінде көтерілісшілерге бүйрегі бұрып, қол ұшын берген жоғары шенді әкімдерді шетінен жазалауды талап етті. Мұндай құрбандыққа жесір патшайым да көп қинала қойған жоқ, қайта өз қарсыластарынан құтылып қалудың тиімді жолы деп білген.
Сарай маңындағы 12 министрді аяусыз ауыр жазаға тартты. Сол оққа байланған 12-нің бірі осы отырған князь Дуань. Жазаға кесілгендердің арасында тікелей император әулеті саналып, сары белбе буынып жүретін небір марқасқа бекзадалар бар еді. Ал князь Цзайсюнь император Гуаньсюйдің жатыры бөлек демесең, бір әкеден туған ағасы тұғын. Жесір патшайым осылардың бүкіл лауазым шендерін жұрдай ғып сыпырып алды да өзін-өзі өлтіруге үкім шығарды. Көп ұзамай Цин сарайындағы ішкі істер палатасының бастығы Чжо Цуяо мен Сандун өлкесінің губернаторы Юйсянь да әлгілердің кебін киді. Солардың ішінде тірі қалғаны осы князь Дуань ғана. Мұның алған әйелі жесір патшайымға немере туыс боп келетін. Әлде соның шарапаты дейді ме, мұны бір жолға ажалдан арашалап, барса келмес алыс өлке Шығыс Түркістанға жер аударды. Әрине, князь Дуань басында қатты қорланып, өзіне өзі қол жұмсай жаздаған кездері де болды. Өйткені Қытай манчжур салтында адамның өзін-өзі өлтіруі қорлық емес, құрбандық, ерлік саналатын. Әйтсе де көп ұзамай мұның бойында тіршілік рухы белең алып, жесір патшайымға ерегіскенде әлі де болса жер бетінде жүре тұруды жөн көрген. Бұл қазір де сол қақпастың өлімін күтіп жүр. Соның көзі құрып, әкімшілік ауысқандай болса, өзінің бұл өлкеде бір күн тұрмай Астанаға қайта оралатынына сенімді. Бұл туралы басқалар да солай ойлайды. Ле Жаңжыңының да князь Дуаньға жер ауып келген адам ретінде қарамай, мұның алдында кәутақ қағып сыйлап тұратыны сондықтан. Князь Дуаньды Шығыс Түркістанға келген соң тым құлдыратып жібермей, оған өлкедегі заң жүйесін басқаруды ұсынғанды. Қызметтің аты қызмет, бір күнде болса күнің түсіп тұрған соң өзіңе жүктелген міндетті атқармаса тағы болмайды. Енді міне, қиян түкпірдегі көшпенділердің мекенін іздеп сандалып келе жатқан түрі мынау. Естуінше, Тарбағатай аймағында кілең бір бүлікші, сотқар қазақтар тұратын көрінеді. Бұл осы сапарында өкіметке қарсы бас көтерген Демежан деген сондай бір бұзақының қылмысын тексеріп, үкімін шығарып қайтуы керек. Бұлай қарасаң, күлкің келеді. Ішкі өлкелерде, Астанада, тіпті Цин сарайының өзінде не бір көкжал бекзадалар сотсыз сұрақсыз өлім құшып жатқанда, қайдағы бір ереуілші қазақтың ақ қарасын анықтау кімге керек болды екен? Қылмыс істеді ме, басын қағып тастада қарап отыр. Бұл осы ойын сапарға аттанбай тұрғанда Ле Жаңжыңына ашық айтқан. Бірақ жоғары ұлыққа сол Демежан деген адамды қаралаумен бірге ақтайтын қағаздар да көп түсіп жатқан көрінеді. Үкім айтар алдында соның анық танығын дұрыстап тексеру керек. Бұратана халықтар тұратын шекаралық өлкеде мұндай сақ түйекке мән бермесе болмайды деседі. Ондағы ұлықтар онсыз да Ілдебаймен әрең бағынып отырған жабайы жұрттың арасынан тағы бір өрт шығып кетеме деп қауіптенеді. Князь Дуаньның керуен көші сол күні Шепейзіге жете алған жоқ. Межелі жерге ертеңінде түске қарай әрең жетіп, Жырғалаң өзенінің жағасында бірер күн еру болды.